Қайырлы кеш баршаңызға. Бұл бізде 11-ші поток. 11-ші поток студенттері, қош келдіңіздер. Есімім Жұмашева Маржан Қанатқызы. Ипотека саласындағы экспертпін, тәжірибелі практик бухгалтермін. Осы салада қызмет атқарып, қазіргі таңда мыңдаған адамның үйлі болуына себепші болып жүрміз. Сіздер бізде қазіргі 11-ші поток студенттерісіздер. Бұл жаңадан шыққан курс емес, но бұл 11-ші потоктағы курс студенттеріне арналған, бұл жаңа курс модулін жасадық. Получается, бізде оған дейін де курстарымыз өте ауқымды болып жүрген. Біз бұны қайтадан жаңартып, әр кез сайын біз базаны да барлығын жаңартып жатырмыз. Алдағы уақытта сіздермен біршама уақыт бірге жұмыс жасаймыз. Өте мықты нәтижелер болатынына, өте жақсы жұмыс жасай алатынымызға мен қатты сенімдімін. Өзім толық таныстырып өтсем, Жұмашева Маржан Қанатқызы, көп балалы мамамын, военнослужащийдің жолдасы. Алматы, Астана қалаларында жұмыс жасаймыз. Негізі по всему Қазақстанға жұмыс жасаймыз, но официально 2 офисіміз бар: Алматы қаласында және Астана қаласында. Одан бөлек Инстаграм желісіне Маржан Қанатқызы деген жеке брендпен танымалмын. Ялайн деген агентство недвижимости бар, сол парақшамыз бар. Кейбіріңіз білсеңіздер, кейбір білмесеңіздер. Давайте сіздермен танысып өтейік. Өйткені біз алдыда 2 ай почти жұмыс жасаған соң, кім бар, кім бол, қай салада жұмыс жасайсыз, қандай мамансыз, сол туралы давайте толық танысып өтейік. Сосын мен сіздерге вообще біздің сабақтарымыз қалай өтеді, алдағы уақытта қалай сабақтар оқитын боламыз, біздің жауапкершілігіміз қандай, апта сайын қандай сабақтар болады, кім қандай мамандар сіздерге ответственный болады, сол туралы ақпарат беріп өтемін. Микрофондарыңызды қосып кезекпен сөйлессек болады. Бүгін андай ресми түрде сабақ емес, бүгін бізде жеңіл сабақ. Өйткені себебі біз алдағы уақытқа сіздермен бірге жұмыс жасау үшін кіріспе сабағы, бір-бірімізбен танысып алайық, кім қалай деп алайық. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Сәлеметсіздер ме? Так, таныс адамдар бар сияқты что-то. Давайте танысып өтейік. Кезек-кезекпен өздеріңіз туралы таныстырып өтсеңіздер, есіміңіз кім болады, жасыңыз қаншада, қай жақтан оқып жатырсыз, вообще қандай мақсатта бұл ипотека курсына келдіңіз? Айта кеткім келеді, дәл осы ипотека эксперттік курсы бүгінгі таңда біздің студенттер өте мықты результаттарға жетіп жатыр. Оны қуана түрде айтамын. Және де сіздерде де осы 11-ші потокта да сондай студенттер болатынына кәміл сенімдімін. Бұл курсқа көбінесе келіңіздер деген мақсатым, бұл жерде сіздер үй алудың нақты қадамдарын білеміз, нақты қандай программалармен үй алуға болады, қандай мүмкіндіктері бар, тіпті өзімізге үй алудың жолдарын толық қарастырамыз. Өйткені мен айтатыным, бұл саланы біле тұра өзіңе үй алмау ол өте мүмкін емес жағдай. Только сенде әрекет жоқ деген сөз. Сол үшін де алдағы уақытта бірге үй алудың қадамдарын жасаймыз деген сенімдеміз. Қайырлы кеш, Айгүл ханым, өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз. Саламатсыз ба? Мен есімім Айгүл болады, 47 жаста, Астана қаласында тұрғынымын. Осы саланы меңгергім келеді, брокерске өте қызықты. Сізді Инстаграм уже 1 жылдай байқап кетіп жүріп, сол ниет етіп сіздің оқуыңызға келіп отырмын. Қуаныштымын. Білім алу. Рахмет. Өте қатты қуаныштымын. Рахмет. Вообще қай салада жұмыс жасаймыз, Айгүл ханым? Мен бұрында деген бухгалтер болдым, сосын балалармен отырып қалдым. Менің де күйеуім военный, госпрограммадан үй алғанбыз кезінде. Астанада тағы бір пәтерім бар. Но тума туыстарына да бір көмек көрсетіп, басқа осындай көмек көрсетуге сол ниет етіп тұрмын. Білім арттыруға. Қуаныштымын. Неше балаңыз бар, Айгүл ханым? 3 қызым бар. Жастары? Жастары 18-де, 13-де и 9-да. 18-де қызым депозитті ашып қойған, уже 16 жастан жұмыс бастап. Күйеуім ГМПФ, пенсионныйдың ақшасын соған аудардық. Сол наурыз бағдарламаға келесі жылға дайындық етуге, чтобы нені көбейтуге, опыны көбейтуге. Хорошо, әдемі. Біз уже келесі жылға дайындалатын болсақ, біз ноябрь айын упускать етіп алмауымыз керек. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 5 ай бар. Как раз сізде полный программа дайындалып, табыстың бәрін реттеуге. Сәттілік, қуаныштымын. Рахмет. Давайте, Калила ханым, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Қош көрдік, Маржан Қанатовна. Қош көрдік, Калила ханым. Мен де қарап жүредім осы сіздің сабақтарыңызды, осы внезапно кіріп кеттім, үйренгім келді.
Күшті, тамаша. 33 балам бар. Мгм. Алды 37, 33, 37, 35, 33-те балдарым. Бір Тамаша. қыз, екі ұлым бар. Соларға Сіз бір қаншада? 37. Жоқ, сіздің жасыңыз. Менің жасым 61. 61-ден 62-ге кетіп жатырмын. Тамаша. Қай жақтансыз, Калила ханым? Мен Атырау қаласының өзінемін. М, Қуаныштымын. Менде 63 жастағы 9 потокта Венера ханым оқыған, пенсионер. Сіз пенсияға шықтыңыз ба уже? Пенсионеріміз, үкіметтің жұмысында жасаймыз. Скоро декабрьде сол біздерді босатайын деп жатыр ғой. Мгм. Пенсионерлерді босату керек. Қуаныштымын. Архитектурада жасаймын, актер болып. Мгм. Сосын осы саланы меңгергім келеді, балдарыма үй алып бергім келеді. Артық етпейді ғой. Каждыйында енді бір қызым да бар, үй балам да бар. Бір ұлым алып бере алмай жүрмін соны. Осы Мгм. меңгерсем жақсы болар еді деп отырмын. Хорошо. Калила ханым, алдағы уақыттарда біздерде зум разборлар болып отырады. Ол жерде именно өзіме үй аламын деген мақсатта направление береміз. Қандай әрекет жасалу керек, қалай жасалу керек, қандай істер жасалу керек, сол бойынша. Және де сізге де көмектесе аламыз. Егер де обучение оқып жүріп, мысалы, көмегі тиетін болса, тіпті өте қатты қуанышты боламын. Мысалы, Рахмет. қуаныштымын. Давайте, Уәлихан мырза, ер азаматтардан. Даусыңыз өшіп тұр. Саламатсыздар ма? Есімім Уәлихан, жасым 32-де. Билайн компаниясында жұмыс жасаймын. Қосымша ИП декрет бойынша, пенсия бойынша сопровождение жасаймын. Қосымша табыс ретінде. Қазір енді өз саламды ауыстырсам ба деген ниет бар. Егер табысым жақсы болса, толығымен ипотека саласын ауыстырсам ба деген ниетім бар. Вообще мен сізге риза отырмын, бар ғой, ИП декретпен айналысатын ер азаматтарды көрген кезде вообще қуанамын. Өйткені мен бұл саланы өзім сол уақыттарда бір уақыттар жасаған болатын. Негізінде сіз вообще өте жақсы саладасыз. Себебі енді ИП декрет дегенмен енді білеміз ғой қандай қызметтер көрсететін. Орда чектардың барлығы кішкентай ғой енді. Чек кішкентай, қаншама адаммен жұмыс жасау керек болатын. И бұл жерде как раз нақты түрде егер де кірісетін болсаңыз, бұл жердегі чектар үлкен, демек сіздің қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Тем более уже бұл онлайн саланың уже бастамасын бастап көріп табыс тапқан адамдарға бұл сала еш қиын емес. Сәттілік. Қай жақтансыз, Рахмет. Уәлихан? Шымкент қаласы. Шымкент қаласының. Классно. Шымкент, вы молодцы. Қуаныштымын. Так, кім? Ер азаматтар бар ма басқа? Жігіттер? Басқа жігіттер бар ма? Давайте, Нұржанат ханым. Үлгергенімше кері байланыс алайын. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Естіліп тұр ма? Естіліп. Менің есімім Нұржанат, Тараз қаласынан боламын. Қазіргі таңда жақында ипотека саласын оқып бітірдім. 21 сопровождение алдым. Сол сіздің білімім кішкене тереңдету мақсатында, шыңдау мақсатында, жету мақсатында сіздің курсыңызды, бизнес потогын сатып алдым. Қуаныштымын. Қуаныштымын, Нұржанат ханым. Вообще, қалай екен ипотека саласы? Жақсы, мен оның алдында ИП сабағын өткен едім, бухгалтерия сабағын. И маған өте кішкене ипотеканы оқығанда сәл жеңілдеу болды да. Қуаныштым, сәттілік. Сізбен әлі жақын жұмыс жасаймыз деген сөз. Рахмет, Нұржанат ханым. Давайте кезек-кезекпен шығайық. Орын Йонов ма, Нұртамли? Ау? Барлықтарыңызға сәттілік, қайырлы білім болсын деп жатырмын. Амин, 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 амин. Қайырлы білім болсын. Нұрсәуле ханым. Саламатсыздар ма? Менің есімім Өрмек Нұрсәуле Арсанқызы. Мен Шу қаласының тумасымын, бірақ Балқашта тұрдым осыға дейін. Қазіргі уақытта Алматы қаласындамын. Осы жақта білім алып жатырмын, медицина маманы. Мен жасым 17-те, толық 18-ге 2 күннен кейін толамын.
қазірше осы білімнің жалпы несі ата-анамда, менің мамамда, точнее, Мгм. мамам сізді маған көп уақыт рекомендовать етіп жүрді. Сіздің курсыңызға қызығып жүрген негізі. Одан кейін маған кіріп көрші, сен енді жақсысың ғой сондайға, қызығасың деп айтты. И сонымен кіріп, сіздің шыны керек бір-ақ рет көрдім консультацияңызды. И қызықтым, иә, өзім. Құдай қаласа осы білімнің арқасында оқып, точнее осы курсты ата-анама, өзіме және де жақындарыма үй алуға көмектескім келеді. Себебі Әдемі. қазіргі уақытта үлкен қалаларда үй алу өте қиын да. Мгм. Соны білгендіктен осы мамамның қалауымен, мамам осылай маған рекомендовать етті, кәдімгідей көрсетіп, қарап көрсеші. И маған ұнады сіздердің жаңағы беретін білімдеріңіз. Хорошо. Өзім қызығып келіп отырмын. Бізді сабақта көргеніме вообще қатты қуаныштымын. 17 жастағы қыз балалар бізді студент болу деген вообще супер. 17 жастағы студенттердің барлығы осындай білім қууды қуалайтын болса, бізде болашағымыз вообще супер болады деген сөз. Өйткені мен бір рилстарда айтамын ғой, ана официант болғанға қарсымын деп. Вот нақты осындай жерлерде жүру керек деп, білім алу керек, білімін шыңдау керек. И как раз осы салада мысалы түпкі мақсатының өзі күшті ғой, адамдарға үй алып берсін. Сәттілік, Нұрсәуле, қайырлы білім болсын. Қуаныштымын сізді көргеніме. Так, Рахмет, сізге де қайырлы білім болсын. Әмин, 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 әмин. Келесі адамдарды мен көре алмай отырмын. Кезекпен қол көтеріп шықсақ. Қайда? Мен Давай, шығайыншы. активней. Давайте. Есіміңіз кім? Айфон. Саламатсыз ба, Маржан ханым? Сәлемет. Кешіріңіз, басқа адам шықты ғой. Шыға беріңіз. Кім сөйлеп жатыр? Мен айфон дегенді көріп тұрмын. Айфон деген мен. Давайте, айфон. Маржан ханым, қалайсыз? Қайырлы кеш. Менің есімім Феруза болады. М, Көкшетауда тұрамын. Жолдасым военный. Сіздің өткен неңізді қайталап артыңыздан келатырмыз. Военныйлар көп қой деймін, иә? Жазыңдаршы қанша военный бар екен есептейік. Иә, бізде қазір 10 жылдай болды жүргенімізге ше квартирада уже 4 баламен. Мгм. Сол мақсат сол жаңағы өзімізге үй алу. Осы бағдарламадан қалмай да қаласа. Соған дайындалуға неге келгенмін. Мгм. Сізден білім алуға. Негізі фокустамын менде 10-шы бақтоймын. Классно. Иә, бірақ до конца апарамадым, беременный болғаннан кейін, одан кейін тудым, одан кейін фокусқа 1-2 рет бардым, бірақ онлайн постоянно қатысып тұрдым да, ода кейіннен шығып кеттім. Ақмерей ханымнан жеке наставничествосын алғам, сату. Жарайды, ол туралы потом айтамыз, сол фокуста айтып жатамыз. Сізді жақын білем, солай айтқанда. Маған, иә, менде мақсат Сіз сол. действующий военнослужащийдің жолдасысыз, который квартираны алып отырған. Хорошо. Бізде осы ноябрьде деп пландалып тұр. Ноябрь, в скором времени начнется военный продукт. Вот именно настоятельно сізге қазірден бастап дайындалу керек. Сразу осы орайда айта кетейін. Фируза ханым, вообще жолдасыңыздың кредиттары бар болатын болса, табыс растауға егер де ол проблема болуы мүмкін. Сол себепті вдруг кредиттары бар болатын болса, қазірден бастап жабуға әрекет етіңіздер. Себебі ол базада 14 күнге дейін сақталынады. Өйткені ол программа, военный программа барлығы 7.000 орын ғана берілген. Білеміз біз чисто военныйдың өзі 80.000 адам. Есептемеген кезде жаңағы КНБ, МВД, пожарный, МЧС, мысалы аэропортта кедендегілердің барлығын есептесек, вообще одан да көп. 100.000-нан аса адам осы программаға претендовать етеді. Но берілетін орын саны 7.000 ғана. Сол себепті именно қазір бұл жерде эфирда военнослужащийлардың жолдасы болатын болса, дәл қазір уже дайындықты бастай беріңіздер. Ең бірінші этап хотя бы кредиттарыңыздан бастаңыздар жабуды, табыстарыңызды реттеп. Хорошо? Так, қуаныштымын Фируза ханым. Келесі. Рахмет. Қайда? Құралай. Кім еді Құралай деген қыз көріп қалдым ғой деймін мен. Саламатсыз ба? Менің есімім Құралай. Жасым 44-те, Алматы қаласынан болам. Осы курсқа қазан айында болған мастер-класс арқылы жазылдым. Сол жерге қатысып, мақсатым пәтер алу. Қазіргі пәтерім аренда с последующим выкупом. Киктан алған 1 бөлме пәтерде ғана тұрамыз. Енді 3 бөлмелі пәтер алу мақсатым. Хорошо.
Так, қуаныштымын. Құралай ханым, жаңағы киктен алған пәтеріңізді жауап бітуге қаншаға сатып қалды? Суммасы ма, жылы ма? Суммасы. Сумма 8 миллион қалды. Әлі 8 миллион бар ма? Аха. Жаным, қанша миллион қалдыңдар сонда? Жақында ғана алдым ғой, 5 жыл ғана өтті. Төлейтінім 51 мың ғана. 50 мың ғана төлеймін айына. Хорошо, жарайды, қуаныштымын Құралай ханым. Сәттілік сізге. Аха, рахмет сізге де. Так, бізде кім бар? Бізде мастер-классқа келген қыздар қайда, мастер-класстың қыздары? Сәлеметсіз бе? Кім бізде? Камила Азизова. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Камила, жасым 35-те, Алматы қаласының тұрғынымын. Сізден смартфонда өткен неге қатыстым мастер-классқа. Содан кейін осы неге курсқа жазылдым. Осы курста да бұл естіген кішкене консультация алған Гүзел ханымнан. Менде мынандай мәселе, мен өзім атымда үй бар, негізінде үйдегіле өзі әке-шешем маған жас болғанға үйде, соның менде андай шанс жоқ сияқты да, өкіметтен программаларға тапсырып үй алатын. Бірақ енді менің ойым, мен туысқандарымда бауырларым, бөлелерім, сол әкем жақтан бөлелер, бауырларым солардай үйсіз квартирада жүрді, уже жастарым менің жаста 35-те. Соларға көмектескім келеді үй алуға, осы программалар арқылы біліммен көмектескім келеді, осылай жасаңдар деп. Қараңыздар, егер де менің атымда үй бар, мен екінші рет үй ала алмаймын дейтін болсаңыздар, қателесесіздер. Сіз екінші рет тек мемлекеттік бағдарламаға ғана қатыса алмайсыздар. Қалған бағдарламалардың барлығымен үй алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Мемлекеттік дегеніміз ол жаңағы концепция 7-20-25 наурыз жұмыскер. Одан бөлек бізде қаншама программалар бар. Тек дұрыс дайындықпен әрекет болатын болса, атысуға болады. Мысалы, атыңызда үй болатын болса да, вознаграждениеңіз, басқа да данныйларыңыз дұрыс болатын болса, тіпті бауырыңыздың атын да пайдаланып өзіңізге үй алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді жақын адамыңыз болса, сенімді түрде. Жайттың әке-шешемнің үйі, қазір мен өзім отырмын, 2 бөлмелі үйде Алматыдағы. Бұл советский квартира, осы менің атымда да. Енді не алғым деп жатыр, сол өзімен енді жақсы бір ЖК-дан 3 бөлмелі үй алғым деп жатыр, шынымды айтсам, Алматыдан шын. Неде отбасы банкте 10 миллион жатыр. Жатқанына 3 ай болды. Сонда ол 10 миллионмен 3 бөлмелі үй алуға кішкене шанс азал сияқты болып тұр да. Камила ханым, алдағы уақыттарда менде разборлар болады, именно өзінде қанша қаражат бар, кім қандай үй алу керек мақсатында. Хорошо? Сол уақытта тағы да сөйлесеміз. Оған дейін мүмкін өз жауабыңызды да алып қалатын шығарсыз. Сәттілік сізге. Давайте, келесі. Сәлемет бе, мен сөйлесем бола ма? Сәлеметсіз бе, Рахима. Қалыңыз қалай? Жақсы, кеш жарық, қалайсыздар? Маржан ханым, Кеш. қалай? Сізді осы рилстардан көріп қалып, жаңағыда ұнатып әңгімеңізді, жаңағы әйтеуір шырылдап жүрген бірінен несі болған соң тыңдап жүретін, пайдалы қашаныз курсқа қатысу, әйтеуір бүгін бұйырды, Құдай қаласа. Менде үй бар. Сізден алдын Дәулеттенді тыңдап жүріп, әйтеуір жаңағы ол айтатын еді ғой, банкке барсаңдар да бірдеңе біліп барыңдар деп. Сол әйтеуір біліп, депозит не екен, жаңа жинау керек екен. Солай жасап жүріп, жолдасымда менде официальный жұмыс жасамаймыз. Частный. Пенсионка ештеңе жоқ. Бір Құдайдың бір күнінде істемеппіз. Күлеміз тағы бір-бірімізге, ертең қалай пенсияға шығамыз деп. Сөйтіп жүріп, кейін консультация деп қарап жүрем ғой, сториздарды аңдып ойбай бір пайдалы бірдеме айтып қалама деп. Тегін консультация жүгіріп бардым, үй беретін сияқты. Мен үй аламын. Жарайды дейді, көреді. Болмайды, білем болмайды. Уже ана біраз ақпарат біліп алғам ғой, көріп жүріп. Содан мен айттым, ағам бар, інім бар, вахта жұмыс дейді. Табыстары жақсы. Все, мен үй аламын. Оказывается, ана ниет болса, әрекет болса, тұрып барып, сол банкке консультациясына уақыт тауып. Сонымен ағам атына болды. ЕЦП-сын беріп, пенсионкасы жақсы болып, сонымен ағам атына алдық. 7-20-25-пен черновой, мне әлі 3 жылдан бері ремонт жасамасақ та амалдап отырмыз, зато ипотека төлеп жатырық. Первоначально ақшамыз Астана қаласынан, первоначально 0 ақшамыз жоқ. Тупо 300 мыңға сопровождение алдым да, әйтеуір күйіп қалмайын, ұрынып қалмайын деп. Сонымен отырмыз, зато баспанамыз бар. Сөйтіп жүріп,
Енді ағам маған қызығады. Ақшасы бар, жаңағыдай ақшасы бар жаққа қарамайды екен, үй алам деген адам. Ағам да бар, бірақ жүр. Әлі әке шешеммен бірге тұрады, үйдің үлкені, бір үйде 3 келін. Енді оған шық деп айта алмайсың. Рахима ханым, давайте разбор форматын Фатымаға Содан жүреді да, кейін маған айтады, мә қызық кетті, сен қалай 3 жылдан бері төлеп жатсың ғой, кешіктірмей деп. Кейін мен де алайын дейді. Ал, міне осындай, міне Маржан ханым деген шыққан, көр, сіздің ссылкаларыңызды жіберемін уже. Сөйтіп, кейін айтады қояды, кейін мен ойладым, оның атында үй бар, ала алмай жүрген шығар, ұялып жүрген шығар, қысылып жүр. Кейін мен өзім тағы да екінші үйге уже әрекет жасадым. Сіздің жаңағы сөйтіп жүріп, BI групптан без подтверждения доходов жаңада жолдасым атына болды. Сөйтіп алып, оны енді ағама алып берейін, сен төле, зато үй қалады десем, ойбай, онша керек емес, анау мынау деді. Алмасаң алма дедім, квартираны беріп қойдым енді өз. Бірақ қиналып қалдық, 2 үйге де. Мен 9 айдан, менің осы сабаққа қатысуымның несі 9 айдан бері сол 2 ипотеканың ақшасын төлей алмай жатырмын. Мен сол мәселені шешем ба деп келдім. Давайте. Ең біріншіден, вы молодцы, что тоқтамай табысым жоқ болса да деп жүрмей, ағамызды пайдаланып болсын, 7-20-25 пен программамен үй алу деген это вообще супер. Значит, там ипотека айына у вас 140 мың ғана шығар. Сондай шама. Екінші, BI без подтверждения дохода 300 мың ба, 200 бір нәрсе мың ба? 210 мың. 210 мың теңге. Бұл да үлкен сумма емес. Ол да молодецсіз. Даже без подтверждения дохода 210 мыңға BI-дан үй алып алу, вы уже выиграли, что үйдің бағасы қымбаттап кетті. Вообще молодец. Айына енді 150 мың теңге ипотека, 400 мың теңге ипотека төлеп жүретін азаматтар бар. Но енді, егер де сіз білек қабынып осы салаға толығымен кірісетін болсаңыз, бұл салада нормально сумма табыс табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Просто бұл жерде біліміңізді ақшаға айналдыруыңыз қажет. В принципе, вообще маған ұнады, что сіз тоқтамай 2 үй алғаныз. Демек, 3-ші үй алуға да әрекеттер жасауға болады дегенсіз. 18 жастағы балама грантта оқиды, стипендияны қарасам, жеп жүр, фастфуд алып. Мен айттым, болмайды, менен алады, үй алмай ақша. Мен айттым, жоқ, жилстрой ал деп аш, сал. Үйің болсын. Сәттілік сізге. Давайте, кім бар бізде? Кім ол? Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш, Нұржамал ханым. Саламатсыз ба, Маржан Қанат қызы? Өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға да қайырлы кеш. Біліміміз қайырлы болсын деп айтам. Көптен бері сізді қарап, бүгін енді күні бастап жатырмыз. Алматы қаласынан болам, жасым 49-да, көп балалы анамын. Бұрын бухгалтерия саласында жұмыс жасап, соңғы уақыттарда баламен жұмыс жасамай қалғанмын, үйде отырып. Енді кішкене балдарым өсіп, табыс тапқым келеді. 53 жастан пенсия шығам, соған кішкене пенсиямды көтеріп ипім бар. Бірнесі, үлкен балам 25-те, соған уже квартира алып бастағымыз келіп жүр, бірақ дұрыс жолмен, тиімді жолмен алғымыз келеді, соны да білгім келеді. Өзімнің Алматыда квартиралерім бар, 1-2 квартирам бар, бірақ та қымбат квартира, бірақ аз не беріп тұр да арендаға. Соны көбейткім келеді, сатып, басқаша жаңа ЖК-лардан алып көбейткім келеді. Жақсы жолдарын біліп алсып, үйреніп алсам, и табыстап Қуаныштымын Нұржамал ханым, негізінде маған осознанно осылай үйім бар, бастағанда қандай іс-әрекеттен бастайын дегендеріңіз ұнап тұр. Бұйырса алдағы уақытта сізбен жаңағы 25 жастағы ұл балаға қандай программалар выгодно. Негізінде былай айтамын ғой, бұл сабақты оқып білім алып жатқан барысында сіздерден мынандай нәрсе болады. Оказывается, мына программамен өтеді екенмін ғой, оказывается, мынау менің мына туысыма маған сәйкес келеді екен ғой деген сразу ақпараттар пайда болады да. Сол моментте сол мүмкін емес, вообще программа мүлдем сәйкес келмеу, обязательно бір программалар сәйкес келеді. Сол үшін де дайындалсақ, в принципе, болады рәсімдеуге. Қазір, айта беріңіз. Так, қуаныштымын Нұржамал ханым, келесі. Ой, қайда басқалар? Қайда бізде мастер-класс? Саламатсыз кеш. Естіліп ме? Естіліп тұр Нұргүл ханым. Қайырлы кеш. Қайсысын шықтық сіз? Нұргүл ханым мен. Нұргүлді көріп отырмын. Қайырлы кеш, мен атым Нұргүл. Мен сіздің мастер-классыңызда болдым. Смарт-пойнтта.
Қуаныштымын Нұргүл ханым. Мен де өте қуаныштымын. Как раз алдыңғы қатарда отырғам, сіз мені тұрғызып таныстырғансыз сол кезде. Нұргүл, риэлтор, Алматы, сен обязательно келуің керексің деп. Содан пока онлайнға келдім, негізі ниетім офлайн болған, бұйырса офлайнға келем деп жатырмын. Қазір соған нетіп жатырмын. Жұмыс істеп жатырмын соған. Жаңа ғана кіріп жатырмын осы жұмысқа. Показдан келіп, бір емес 3 квартира көрсетіп, риэлтор болғаннан кейін күнімен түнімен жұмыс істейміз. Риэлторлардың жұмысын мен өте жақсы білемін, өте жақсы білемін. Негізінде бізге де жанымызға риэлтор мамандар керек, өйткені бізде клиенттер бар, үй алғысы келетін, риэлтор керек, үй тауып беретін. Риэлторларда проблема жоқ, клиенттің ол кісілерді самый ипотеканы біліп алса, все вообще проблема емес. Қанша клиентті пропустили солай. Қазір ойлап отыр. Сәттілік Нұргүл ханым, қазіргі таңда бірнеше программалар көп, как раз сіздің нақты жұмыс жасайтын уақытыңыз. Түсіндім оны. Рахмет көп. Бұйырса. Кім қайда? Бізде бір ханым қосылды да жоқ болып кетті. Қайырлы кеш, мен ғой. Бек ханым, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, Маржан? Так, Маржан Қанатқызы, кешіріңіз да. Маржан Қанатқызы, қайырлы кеш, болашақ әріптестер деп айтсам болатын шығарды. Мен есім Ақбөбек, Саламатқызы, HR саласында 20 жылдың үстіндегі саласында жасап келе жатырмын жұмысты. Жасым 46-да, Алматы қаласында тұрамын. Негізі өзім Батыс Қазақстан, Атырау облысының тумасымын. Жолдасым Шымкенттікі, бывший военный. Так, бастапқы негізіне сіздің парақшаңызды мен 1 жылдың үстінен қарап жүрмін, тыңдап жүрмін. Негізіне көп нәрселер қызық айтасыз. Бізде өзімізде бана .А дейді ғой. 21 жылы 7-20-25 бойынша программасы бойынша 2 бөлмелі пәтер Алматы қаласынан алдық. Сізге нақты негізінен центриумнан 3 комнатный квартира алам деген оймен келдім. Негізінен қорқынышты болды да. Соншама стресстардан өтіп, енді тыныш отырып, осы квартираның ипотеканы погашать етсе. Мен сізді есімде. Сіз мастер-классқа келгенсіз, мен кеше айтқанмын, ақшаны жұмыс жасайық деген. Все, есіме түсіңіз. Сосын сол мастер-классқа келдім, деген четко бір тапсырмамен келдім негізінен. Қалай мен мына 2 комната ЖК Варламовадан, қалай мен центриумға 3 комнатный квартираға мен досым жете ме, жетпей ме деп. Бірақ деген неше 4 сағаттық онлайн мастер-класс болғанда, офлайн мастер-классқа барғанда, мен шықтым да, мен жындым ба, мен деген баюым керек па, тұра деп. Сондай мақсатпен осы сабаққа жазылғанмын. Барлықтарыңызға мен осы алатын білімімізді байлықпен байқуға жеткізсін деймін. Әмин. Не айтам енді. Енді өзім мақсатым үйімді сатып, алған біліммен арғарай баюдың жолын, және басқа жолдас көрейік деп. Негізі сен HR саласында уже сүйегім бәр жағын мүжіп тастадым мен уже. Қызық емес автоматын жасайын да, уже арғарай. Өзімнің қалтамды көбейтетін, өзімді байытатын жолды іздегім келеді. Біреуді байыту емес, өзімді байыту ең бірінші. Хорошо, қуаныштамын. Рахмет. Ақбөбек ханым, есіме түстіңіз. Сәттілік сізге. Рахмет. Кім? Қайда бізде? Қыздар, жігіттер? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе, Жансая? Жансая мастер-классқа келген. Енді айтайын деп отыр едім. Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Менің жасым 33-те, Алматының жанында Талғар қаласында тұрамыз қазіргі таңда. Бір бөлмелі пәтерде. Отбасы банкпен алғанбыз былтыр. 10 ай бұрын. 50-50-мен. Сол. Жансая бізде отбасы банк менеджері. Болып істегенмін, бірақ қазіргі 1 жылдай болып қалды почти. 10 шақтай болды, декретте отырмын. Сол декрет кезінде білімімді обновить етіп, арғарай дамып, шыққан кезде сразу жеке осы таза сопровождениемен барлық бағытта клиенттің интересінде жұмыс істесем деген ниетім бар. Табысты ұлғайту мақсатында әрине. И
әлі де өзімізге Алматы қаласынан үлкенірек өзіміз қалайтын районнан үй алғымыз келеді. Қуаныштымын Жансая. Супер. Сәттілік сізге. Рахмет. Баршаңызға сәттілік. Так, қайда бізде кім келесі? Саламатсыз. Сәлеметсіздер ме, Маржан? Саламатсыз, Маржан Қанатқызы. Сәлеметсіз. Мен Маржан есімім, больницада жұмыс жасаймын. Сізді қарап жүргеніме бір 6 айдай уақыт болды. Сен бүгін офлайнға жазылайын деп едім, мен де онлайн бастап, содан кейін офлайн алайын деп шештім. Сол өзімізде үй бар, 2 жыл болған, бақытты отбасымен алғанбыз, 6 балам бар. Соны енді үлкейту мақсатында, тағы да үй алу мақсатында өзім қызым 2 жылдан кейін 18-ге толады, сол қызға үй жасауға. Сол мақсатта өзімнің жаңағы сестраларымның қыздары уже студенттер, соларға көмектесу мақсатында. Маржан ханым, сіз Алматы қаласында істейсіз, больницада? Иә. Енді сізде бар ғой, потенциальный клиенттар ғой, сіздің аудиторияңыз жаныңыздағылар. Иә, күшті больница Савмен бар. Нью-Йоркамен шығарамыз, Алматы жастарымен шығарамыз, басқа да екінші деңгейлі банктер арқылы BI-дің үйлерін бәрін шығаруға болады да, сіздегі жаныңыздағы аудиторияңыз потенциальные ваши клиенты. Иә, почти 1700 сотрудник қой больницада. Тем более. Алла Сізде берсін. просто так карманный расходы консультацияға, күніне 2 сағат консультацияға беріп, күнделікті сол табыс табуға болады да сізге ше. Иә. Маржан ханым, мен прям сізден күтем. Именно. Чтоб результат болғанын. Алла берсін. Бір клиент уже алып болғанмын. Сізде көп те, кәдімгідей возможностьтар бар. Бастамай жатып бір клиент алып қойдым да, уже сопровождение біткен соң ақшасын аламын деп келісіп қойдым. Алла берсе, соны алған кейін уже офлайнға жазылсам 17-сіне деп ойлап отырмын. Сәттілік. Қуаныштымын. Рахмет. Өте қатты қуаныштымын. Қайырлы білім болсын. Рахмет сізге. Қайырлы болсын. Так, кім кіреді бізде? Келесі. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым? Саламатсыз, Маржан ханым. Мен есімім Ләззат, Орал қаласынан боламын. Ух ты, күшті. Мен бұл салаға тереңірек білім алып, адамдарға болысып, ақша тауып, сосын өзіме үй алғым келіп тұр. Амин, давайте. Что нам мешает, а? Бізде Оралда пысық қыздар бар. Арай, Алия, Айгүл. Бізде оққан мықты. Офис ашып. Сонымен Ләззат, немен айналысамыз? Вообще, не жұмыс жасаймыз? Что-то Ләззат интернет слабоватый ғой деймін. Алло, мен даусым негізі естіліп тұр ма, жақсы естіліп тұр ма басқаларыңызға? Иә, естіліп жатыр. Иә, естіліп жатыр. Да, бізде Ләззатта интернеттен проблема. Давайте келесі адам. Тез бәріміз танысып өтейік, өйткені. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, пользователь Zoom. Бұл қыз мастер-классқа келген қыз. Мен мастер-классқа келдім, барлықтарыңызға кеш жарық. Мен мақсатым сол бізде үй бар, жолдасым екеумізде 3 бөлме үй бар. Бірақ 4 баламыз бар. 100 квадратқа сыймай отырық, сол үлкенірек үй алсақ. Және балаларымыздың атына да депозиттер ашып қойдық. Бірақ соның қалай тиімді жол, қалай тезірек, тиімді жолмен үй алу мақсатында, сол 4 балама да бір үй алып қойсам ба деген ниетім бар. Есіміңіз кім сіздің, айбетпеңіз? Назима. Мен жаңа жазып қойған едім, что-то интернет слабый болып, қайтадан жазылмай жатыр да. Есім сол балдарыма и өзімізге үлкендеу үйге көшіп. Сіз еще маған айттыңыз, иә? Мен үй кезегінде тұрам деп айттыңыз, кажется, иә? Жоқ, үй кезегінде тұрмаймын. Но бірақ 4 балаға и өзіме депозитте ақша салып қойғам. Өзімде 10 миллион бар депозитте, отбасы банкте, и балдарымда 1,5 миллионнан пока жинап жатырмын. Давайте алайықты. Уақыт созып қайтеміз. Иә,
Давайте. Сол сіздің курсыңызды оқып, кішкене тәжірибе мақсатында и өзіме тиімді үй алу мақсатында оқып жатырмын. Танысқаныма қуаныштымын. Барлықтарыңызға сәттілік. Сәттілік Рахмет. баршаңызға. Назима ханым, сізде 10 миллион теңгеңіз отбасыда ма или обычный депозитте? Отбасы банкта, иә, отбасы. Хорошо, хорошо. Мен Жақсы, просто рахмет. анкета өзіме жасап отырмын да. Так, сәттілік. Келесі. Қыздар активнее. Сәлеметсіз бе, Лаура ханым? Лаура. Шымкент қаласынан боламын. Сіздің курсыңызды бір апта алдын көрдім. Вебинарға қатыстым. Бір апта ойланып жүрмей чисто одан алдын, бір ай алдын бір жерден оқыған тұғым. Оқығанда онлайн оқыдым. Шымкент қаласының өзінен. Япония декретке шыққам. Іште. Одан кейін өзім мамамды пенсияға дайындадым. Бойде жұмыс жасамаған 183 мың теңге. 3 ай болды уже алып жатқанда. Негізі онлайн қызметті карантин кезде бастап кеткен, бірақ бесплатно істейтін барлығын. Жай ма? Мен білмеймін. Сепер десе сепер кете бердім ғой. Хорошо. Негізгі мақсат курсқа келгендегі, Лаура? Алдын алған курстан былайша айтқанда толтырысу болды. Негізі бастаймын осы брокерлікті деп талпынған тұғым. Мен жарты жылдан тастап қоймайын деп жаңа сіздікін көріп, мен қатысып. Лаура ханым, давайте былай келісейік. Бізде алғашқы аптадан бастап домашний задание беріледі, уже ақша табуға нақты жолдарын көрсететін боламыз, чтоб енді сіз табыс табуында деп айтып отырсыз ғой. Давайте сол алғашқы аптадағы сабақтардың өзінен бастап, просто так бүйтіп жай қарамай максимально жұмыс жасауға тырысайық. Хорошо? Мен бүгін сіздерге сопровождениеде өзім сестрам бар дедім ғой. Біраздан бері уже 6 ай болды, пенсионкасын бәрін түрлеп дайындап қойғаныма. Тағы 2 адам болып тұр. Енді дайындап жатырмын. Пока документтерім ғана. Жолдарын пока что толық білмеймін, сол үшін. Хорошо. Өзіме үй алу мақсатында. Хорошо, хорошо. Дополнительно бір зум болады именно үй алу мақсатында дегендер. Сәттілік, Лаура ханым. Рахмет. Сәттілік барлықтарыңызға. Сәттілік. Так, келесі кім бізде? Онда бір-екі адам тыңдайын онда. Одан ары қарай кетейік. Ақерке Мақсутовна, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Кеш жарық, жасым 29-да, Алматы қаласынан болам. Осыдан 4 жыл бұрын стандартный ипотекамен үй алған болатымын. Бір бөлмелі үй, 19 миллионға, Народный банктен. Осыны сізді көріп жүргеніме 4 айдан асты. Осыны тиімді жаппай кеттім осы уақытқа дейін. Жаным 4 жыл өтті ғой, 4 жыл. 4 жылдың ішінде сондай тиімді жаппаппын. Өзімнің мамандығым медсестра. Бұл салада жұмыс жасағаныма 9 жыл болды. Және бұл саланың зарплатасымен ешқандай жетістікке жетпейтінін түсініп, осы салаға келейін дедім. Біз қазір по факту медсестра болып жұмыс жасаймыз ба Алматыда? Иә. Хорошо. Енді сол медсестра болып жүргенімізді пайдаланып, жаңағы Маржан сияқты өзіміздің жұмысымыздағы клиенттарға үй алып берейік. Жарай ма? Хотя бы басында тегін істеп бастаңыз для опыта. 1-2 адам үй әперіңізші, все, кетті сарафанкамен. Біздің Ақерке үй әпереді деген әңгіме болады да, сонымен уже арға жұмыс жасай бересіз. Хорошо? Давайте, мен ақпарат өте көп болады алдағы уақыттарда. Сол үшін Ақерке зумнан қалмай кіреміз, жарай ма? Зумда өте көп ақпараттар берілетін болады. Хорошо, сәттілік сізге. Давайте, келесі. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, Айнура? Таним ғой кісіні. Сіздің сабағыңызда болғам өткенде. Бүгін барып, мен өзім сол сіздерден кейін басталып кетті ма деп уайымдап, сіздерден кейін резко Меккеге жолға шығып кетіп, кеше түнде келсем, оказывается, бастамапсыздар сабақ, как будто мені тосқан сияқты. Бүгін ғана оплата жасадым, мен барып сіздерге 1 сағат бұрын сон сабақ бастайын деп отырмын. Өзіме үй алам деген ойым бар, но егер бәрі жақсы болып жатса, мен де айналысып көремін. Әдемі.
Жақсы. Сәттілік, Айнұра ханым. Рахмет. Так, кім бізде? Айнұр Саламатсыз ба? Бейсенова. Видеоны қосайық. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз, кім бұл бізде? Асем. Сәлемді күн. Орал қаласынан боламын. Жаңа кім бізде? Ләззат? Орал естідің бе? Мына жақта соседка отыр деймін. Өзім медицина саласындамын, қазіргі таңда декреттік демалыстамын. Сізді бір 6 айдай қарап жүрмін. Қазір 2 бөлмелі үй бар, бірақ 4 бөлмелі үй алғым келеді. Және де осы жұмысты ары қарай дамытқым келеді. Кім болып істейміз? Айсем. Медсестра, медицина саласы. Қуантарлық. Бізде уже 3 медсестра болды. Все, сәттілік. Бұйырса жылдарын көрсетеміз. Мен де медсестра боламын скоро деп. Кім? Иә, Нұрсәуле де медсестра. Иә. Қыздар эффективный. Қайда бізде? Роза ханым, давайте. Мен қазақша шолақтаумын. Бола берсін, орысша сөйлей беріңіз. Нет, даже скурей бүкіл қазақша сөйлеп жатыр. Саламатсыздар ма? Менің есімім Роза, Көкшетау қаласынан боламын. Всегда хотела попасть к вам офлайн, но не получается все, и решила в этот раз онлайн попробовать. Я сама 10-летним стажем банковский сотрудник, банк Центр Кредит, Народный банк, Альфа-банк. Сама с какого года? Когда мне 21 было, первую ипотеку тогда оформила без первоначального взноса сама. После этого вот пошло-поехало. Люблю до сих пор работать в этой сфере. Без первоначального взноса все делаю, именно стандартная ипотека. А концептно, то есть от Пасыбанк и BI Group далеко. Я хочу в этой сфере поработать именно точки BI Group и от Пасыбанк фишки. Қуаныштымын, Роза ханым. Прямо сізде болатын сенімдімін. Как отбасы банкте мен барлық фишкалармен бөлсем, как считать, как... Да, вот, мен всегда нелеріңізді қараймын, видеоларыңызды, и оттуда себе прям жазып алам всегда. Очень много білетін, оқығысы келетін адамға, даже вот ваши рилсы, очень классно все. Прям жазып алам, и вот этот раз хотела научиться прям осылай тет-на-тет деген сияқты ғой, осылай хотела научиться. Сәттілік. Рахмет. Бақытгүл Баймахановна. Қайда бізде? Бақытгүл ханым. Сіздің даусыңыз өшіп тұр, Бақытгүл ханым. Біз сізді естіп отырған жоқпыз. Микрофонның үстін басыңыз. Еще раз. Маржан ханым, кеш жарық. Ух ты, сәлеметсіз бе? Мен сіз танимын ғой. Иә, мен де кауда жұмыс істегем, осы Торайғырғада тұрамын. Что? 2004 жыл. Жоқ, 2008 ба? Сол аралықта мен Казгаса кауда жұмыс жасаған аралығым ғой. Иә. Сізді сол 2 күн болды көріп, сонымен курсқа жазылам деп өзіме де шешім қабылдап, сізді көріп отқаныма, танысып отқаныма қуаныштымын. Менің 4 балам бар. Депозитті 2017 жылы ашқам, бірақ 23 жылдан бастап қана құйып жатырмын. 20 жылы сол көп балалы аналар болып очередьке тұрғанмын, бірақ әлі үй алған жоқпын. Осы курсқа жазылған себебім өзімде жаңағы үй алып, уже балаларымның үлкені 24-22-ге келді, соларға да үй алып. Хорошо, Мария ханым, Алматы қаласында тұрсыз ба кезекте? Иә. Вознаграждение қанша болып тұр отбасы банкте? Вознаграждение сол аздау. Қанша? Ұмытып қалдым, кеше көргенмін. Ориентировочно. 2,8 бе сондай? Жоқ, опы ол 2,8 деген. Опы 13 болып тұр. Жоқ.
Хорошо, потом выясним, жарай ма? Мария ханым, если что, Алматы қаласында кезекте тұратын болсаңыз, келесі жылы февральда басталады Алматыдағы концепция. Но говорят, ноябрьде, но декабрьде бола қоймайды ау. Ол бәрібір де бюджет отырады январьда, но ориентировочно февральда концепция болады Алматыдағы. Соған дайындалыңыз. В принципе, 5 жыл стажбен можно өтуге болады. Давайте сәттілік. Әлі алдағы уақытта разбор жасаймыз. Бейайдың үйлері өте ұнайды өзіме. Сол бейайдан үй алғым келеді негізі. Давайте хотя бы бірінші мемлекет беріп тұрғанда алып алайық та. Дальше одан Мен де сөйтіп айтамын ғой. Иә. Жақсы. Сәттілік барлығыңызға. Сәттілік. Көргеніме қуанышты, Мария ханым. Рахмет. Бақытгүл ханым, вы где? Мен көрініп тұрмын ба, саламатсыз ба? Көріндіңіз, сәлеметсіз бе? Маржан Қанатқызы, саламатсыз ба? Мен ешқандай нем жоқ. Үй алу туралы бухгалтериямен қатысым жоқ. Банкте саласында жұмыс істемеймін. Мен медицина саласында жұмыс істеймін. Бүгін барлық медиктер Бізде айлық аз болғаннан кейін қосымша табыс тапқымыз келеді бізде. Бала шағамыз көп, 6 бала шағам бар. Шүкір. Бірақ мен осы сала бойынша түсініп, оқып білгім келеді. Сол үшін қатысып жатырмын. Хорошо. Бақытгүл ханым, алдағы уақытта менде кураторлар, 3 куратор болады сіздерде. Біздің кураторлардың бәрі өте мықты мамандар, уже бұл салада нақты жұмыс жасап жүрген, уже қаншама шәкірт жіберген мықты салада эксперттерде. И сіздердің сұрақтарыңыз сразу айтам, жауапсыз қалмайды. Мысалы, чаттарда кері байланыс өте жақсы. Бізде қазір осырда эфирда отыр Гули ханым, Меруерт ханым, Эльвира ханым, біздің мықты 3 кураторымыз бар. Алдағы уақытта сіздерге максимально көмектесе алатынымызға сенімдіміз. Қайырлы болсын. Қайырлы болсын. Рахмет сізге. Қай жақтансыз? Шымкент қаласы. Шымкент. Все, тамаша. Сұрақтарымызды сұрап білуге болады, иә? Конечно. Осы кураторлардан. Официально уже объявляется открытым. Рахмет. Қайырлы білім болсын бәрімізге. Рахмет. Рахмет. Баян Рамазанова. Баян, қайдасыз? Иә, сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Менің есімім Баян. Мен сізді осы 6 ай бұрыннан бері уже қарап жүремін күнделікті сабағыңызды. Өте қатты ұнайды. Прям досконально, прям түсіндіріп бересіз. Мен қазіргі таңда біздің үйіміз жоқ. Мен жолдасым гражданин емес, басқа Ресейдің азаматы. Өзім атымда үйім жоқ. Менде тоже медик болып жұмыс жасаймын. Сол өзіме үй алу әрекетін жасауда. Хорошо, қай жақтамыз? Алматы қаласында. Алматы медиктер жиналыңыздар срочно. Қуаныштым, Баян ханым. Сәттілік сізге. Так, егер де ешкім шығатындар болмаса, ары қарай айтайын, иә? Бар ма тағы да шығатындар? Қыздар, жігіттер. Хорошо, да, давайте. Енді вообще біздің общий сабағымыз бойынша түсіндіріп өтейін, иә? Біз бұйырса, Алла қаласа, сіздермен алдағы 2 ай бойынша, 2 ай болған кезде нақты түрде айтатын болсақ, 6 апта уже Zoom сабақтар болатын болады. Вообще негізі былайынан түсіндірейін. Бұл ипотека курсының мақсаты қандай? Бұл ипотека эксперттерін мамандығын үйрету. Мысалы, клиентпен кәдімгі кәсіби түрде жұмыс жүргізе алатын, бұл жердегі банк пен құрылыс компанияларының арасындағы сіздер брокерлар боласыздар. Мысалы, бұл жерде банковский программаларды білетін, жаңағы отбасы банктік программалары, BI-дің программалары, тіпті жаңағыдай құрылыс компаниялары болады, соларды біліп, и курс соңында сіздерде нәтиже мынандай болу керек. Уже клиенттерге қызмет көрсете алатындай, уже дәл сол қызметі арқылы табыс таба алатын деңгейге жеткізу. Енді мысалы мен табыс таппай, менің ол жағына уақытым жетпейді деген сияқты мақсаттар болатын болса, онда
кемі сіздер бұл курста мақсатта төбінде сіздер ұялып кетулеріңіз керек. Хотя бы дәл осы сабақ барысында 2 айдың ішінде ұяла алмайтын болсаңыз да, но хотя бы нақты сізде план болу қажет. Қай уақытта ұяламыз, қандай ұяламыз, қанша уақыт аламыз, оған қанша алғашқы жарна керек, және де менің табысым қанша болу керек деген сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар деген ниеттемін. Біздегі курстың артықшылығы. Бұл курс жай ғана ипотекалық эксперті емес, бұл сұранысқа ие болып тұрған қазіргі таңдағы вот ипотечниктер ғой, мысалы, енді бұл жерде сіздерге мысалы артығымен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде жаңағы клиентті басынан бастап, клиент табудан бастап, соңында келісімшартқа дейін отырып, сенімді жұмыс атқара алатын деңгейде. Және де бұл жерде сіздерге курста уже документтер берілетін болады, нақты жұмыстың стратегиялары. Мысалы, сіздерде арнайы платформада сабақтар болады. Кстати, ескерте кететін, қазір сіздерде платформаға сабақтар жүктеліп жатыр, жаңа сабақтар жүктеліп отырады. Максимально сабақ өте көп болады. Алдағы уақыттарда ол сабақтарға сіздерге доступ 1 жылға дейін сақталады. 24/7 отырып, любой моментте ол сабақтарды көрулерге мүмкіндіктеріңіз бар. Сабақтардың барлығы поэтапно салынып отыратын болады. Енді бұл жерде біз сіздерге максимально көмектесе аламыз. Вот именно өзіме үй аламын деген азаматтар бар болатын болса, вот өздеріңізге үй алу үшін нақты жолдары қандай. Бірақ та сізбен қолыңыздан ұстап банкке апара алмаймыз, но сізге уже бағыт-бағдар беріп отырамыз. Демек, мысалы, жаңағы Мария ханымда көп балалы ана ретінде кезекте тұр, қандай программамен қай уақытта қатысу қажет, демек оның өту үшін нақты табысы қанша болу қажет, кредитный нагрузкасы болса қайсын жабу керек, қанша уақытта дайындалуға болады. Немесе қазір, может быть, біреуіңізде отбасы банкте 10 миллион теңге қаражатым бар, вознаграждением бар деп тұрсаңыз, нақты қанша уақыттың ішінде сізге үй алу қажет, ол үшін қандай қадамдар жасау қажет, соның барлығы курс барысында сіздермен бірге есептелінетін болады. Егер де вдруг мен ипотекалық брокермін, мен жұмыс жасағым келеді, мен действующий брокермін деген қыздар бар, олар болатын болса, сіздерде тіпті сабақ барысында сіздердің клиенттарыңызға сопровождение жасап көмектесу реттелі қарастырылады. Но опять-таки клиентіңізді алып жүрмейміз, но поэтапно клиент қай этапта қандай жұмыстар атқару қажет, демек оның құжаттары қандай болуы қажет, қандай сіздің жауапкершілігіңіз қанша, сізде қандай жауапкершілікпен, қай құжаттармен, банктың құжаттары болсын, сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бұлардың барлығы сіздерде негізінде алдағы платформадағы сабақтарда да тұрады, но біз Zoom-мен де айтылатын болады. Курс алдағы 6 апта болады. 6 апта қалай өтеді? Бұл жерде 6 аптаның ішінде барлығы бізде 9 модульдан тұратын курс сабағы бар. Платформада 9 модульдан тұратын сабақтар бар. Әр модульда әр түрлі сабақтар жүктелген. Мысалы, минимум 4 сабақтан 6-7 сабаққа дейін жүреді. Әрбір модульдің ішінде. Ол сабақтардың барлығы ұзақтылығы 15 минуттан 20 минутқа дейін әртүрлі шамада. Демек, бұл сабақтарды сіздер өздеріңіз заранее конспектлеп алып дайындап аласыздар. Но ескерте кететін жағдай, платформадағы сабақты мен Zoom-да отырып қайталай бермеймін. Мен көбінесе платформадағы сабақты Zoom-да толықтырамын. Демек, мысалы, мен ананы көрем, ананы көрмеймін деген болмайды. Платформадағы сабақ обязательно көрілу қажет. Хорошо? Бұл жерде, мысалы, бізде күнделікті программалар өзгеріп отырады, сәйкесінше сол бойынша толықтырулар болатын болады. Аптасына сіздерде негізгі бекітілген 2 Zoom сабақ қарастырылған. 2 Zoom сабақтың біреуін мен өткізіп отырам, біреуін куратор өткізіп отырады. Біреуі мен өткізетін ол негізгі основной сабақтарды, мақсаттары қалай, әрбір программаның түсініктерін енгізетін болам. И дәл сабақты екінші рет куратор сіздерге толыққанды толықтырып отыратын болады. Және де біз арасында дополнительно тағы да Zoom сабақтар қосып отырамыз, өйткені бізде сұрақ жауаптар көп болатын болса, дополнительно тағы да сұрақ жауап форматында Zoom сабақтарды қойып отырамыз. Бұл дегеніміз сіздерге максимально осы сабақ барысында жұмыс жасап, кері байланыс тудыру мақсатында жасалып отырған әрекет. Курс ұзақтығы негізгі 8 аптаға жоспарланған. Бұның 6 аптасы толығымен Zoom сабақтармен болады, ал соңғы 2 аптасы ол практикаға негізделген. Енді өздеріңіз жұмыс жасап отырасыздар, кері байланыстар беріліп отырады. Ары қарай уақытылы барлық сабақ қараған жағдайда курстарға сіздерге доступ 1 жылға дейін сақталған. Сіздермен өткізілген әрбір Zoom сабақтардың барлығы платформаға салынып отырады. Мысалы, міне бүгін, если вдруг сабаққа қатыса алмай қалдым деген болатын болсаңыз, Zoom-ға кіріп сабақты қайталап көрсеңіздер болады. Және де курста бізде қосымша бонус сабақтар қарастырылған. Бірнеше бонус сабақтары бар. Жаңағы қалай видео форматта қалай тапсырамыз, заявкаларды қалай береміз, одан
бөлек мысалы және де тіпті біз психологический психологпен сабақтар сату сабақтарында мысалы біз бонус ретінде қарастырып отырамыз, немесе арнайы мамандарды шақырып қосымша зум сабақтарды тоже қарастырамыз. Ал егер де офлайнда болсаңыз, негізінде біз 3 аптадан кейін 3 апта аралығында болатын, но енді бізде офлайнда болған азаматтар келесі аптада уже сіздер офлайн обучениеға келесіздер. Бірақ та офлайнда обучениедағылардың барлығы дәл осылай зум сабақтарға қатыса береді. Только артықшылықтары, бір артық сабақтары бар офлайнда жүрген азаматтарда. Енді бұл сабақ барысында 9 модуль дедім. Мен 9 модуль дегеніміз не? Ол сабақтардың бәрі қалай бүктелген. Ең бірінші модуль бізде бұл ипотека брокер мамандығы и клиентпен жұмыс. Вообще, бұл жерде біз ең бірінші басында брокер деген кім? Брокердің миссиясы қандай? Оның жауапкершіліктері қандай? Сол тақырыптарды қозғайтын боламыз. Және де бұл жерде қызметтің түрлері, қандай қызмет көрсетуге болады? Жаңағы айтып отырғаным, алғашқы аптасынан бастап сіздерде табыс табуға деген уже сіздерге жолдарын көрсетеміз. Егер де сіз мен бәрін біліп алғаннан кейін барып жұмыс жасаймын, табыс табам дейтін болсаңыз, қателесесіз. Максимально біз қысқа ақпараттардың өзін табыс көзіне айналдыруды көрсетеміз. Мысалы ретінде қарапайым айтатын болсам, мысалы біз келесі осы аптаның ішінде жаңағы кредитный нагрузкалар есептейміз. Банк қандай жағдайда ипотекаға рәсімдемейді, кредиттік несие тарихтарын қалай оқимыз, және де оны қалай жоспарлы түрде оны көтеруге болады. Сол бойынша сіздерге ақпараттар беріліп отырады. Сәйкесінше осы аптаның өзінде біз сіздерге үйге тапсырма беріп отырамыз. Бұл тапсырмада 1 минут айып етпеңіздер, 1 минут. Енді бұл жерде үй тапсырмасында міндетті түрде сіздерден орындалу талап етіледі. Өйткені біз сабақ беріліп жатқаннан кейін сәйкесінше ол тек қана теория ретінде болып қалмау керек, ол практика ретінде жасалу қажет. Демек, тапсырмалар олар есеп түрінде де беріледі. Мысалы, ақпаратты шығару түрінде де, мысалы мен былай айтамын, тіпті жаңағы статустың өзіне кімде несие тарихын есептеткісі келеді, дәл қазір жіберіңіз, мен сіздің несие тарихыңызды толығымен оқып беремін деген сияқты ақпараттар беріледі. Сіздерде предобучение сабақтары доступ бұрында ашылған болатын. Предобучение деген не үшін? Мысалы, егер де сіз ЦП кілт ашуды білмеймін, мен ипотеканы ИП-ны қалай есептеуді білмеймін, ИП-ның документтерін жасауды білмеймін, анықтамаларды алуға білмеймін дейтін болсаңыз, бұл бізде кіріспе сабақтарда бар, алғашқы предобучение сабақтарында. Бұл жердегі жасап отырғанымыз именно ЦП кілт ашу арқылы сіз уже клиенттің даныларын алып, сол моментте желательно, чтобы табыс тапсаңыздар деймін. Ары қарай бізде клиенттердің түрлері болады. Вообще, қандай клиенттермен жұмыс жасаймыз? Бұл жердегі енді клиентпен жұмыс жасағаннан кейін сәйкесінше бізде этикалық принциптер болу керек те. Мысалы, кейбір клиенттер тәуекел жасай алмайтын, мысалы, клиенттер болады. Сәйкесінше біз бұл жерде сопровождениедағы алғашқы клиент табу жолдарын көрсетеміз. Сопровождениені қалай жасаймыз, алғашқы клиенттерді қалай табамыз, және де орадағы біздің неміз қандай, жауапкершіліктеріміз қандай. Сосын, екінші модуль уже бізде поэтапна кете береді. Бүкіл сабақтардың барлығы бұл модульда біз сіздермен қарастырамыз. Вообще, ипотека деген не? Вообще, кімдер алады? Негізі ипотека рәсімдеген кезде қандай құжаттар болу қажет? Мысалы, біз егер де толық сопровождение жасайтын болсақ, кілтке дейінгі сопровождение моментіне не кіреді? Сәйкесінше осы арада есептейміз. Ай сайынғы төлем жүйесі, мысалы, мен негізінде частичный досрочное погашение деген сабақты көбінесе ең соңғы сабақ ретінде қалдыратынмын. Бұған дейін частичный досрочное погашение деген ең соңғы сабақ болатын. Бірақ та осы жолы мен оны алғашқы сабақтардың біріне ретінде кіргіздім. Себебі көп адамдарда ипотека деген кезде ойбай, переплата деп қорқады да, ары қарай әрекетке бармайды. Сол ойынан арылтып тастау үшін біз алғашқы сабақтардың ішінде ерте жабу, досрочное погашение соларды айтып отырмыз. Сосын, уже осы орада біз қандай үйлерді ипотекаға рәсімдеуімізге болады, и және де әлеуметтік санаттағы клиенттер үшін қандай үйлерді ипотекаға рәсімдейді. Вообще, әлеуметтік санаттағы клиенттер дегеніміз не? Демек, кезегінде тұрған азаматтар бар ғой, солар. Олар қалай ипотека рәсімдейді, оларды біз қалай бөліп аламыз, кезекті қалай бөліп аламыз, соның барлығы. Сәйкесінше біз ипотека бойынша жұмыс жасағаннан кейін бұл жерде біз заңды тұрғыда да жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, бұл жерде заң аясында қандай құжаттар болу қажет, оның барлығы мен сіздерге толықтырып түсіндіріп отыратын боламын.
Дальше қаржылық дайындық. Мысалы клиент келе салып, мен ипотека ала салдым дей алмайды. Себебі оның ең бірінші клиенттің дайындығы болу қажет. Табысы қанша болу қажет, несие тарихы қандай болу қажет. Вообще жаңағы біз скоринг дейміз, несие тарихы дейміз. Біз алғашқы сабақтардың өзінен дәл осы несие тарихын оқуды үйренетін боламыз. Несие тарихы қай кезде, мысалы, допустим, переуступка болған кезде ол скорингтан өтпейді деген нәрсе бар да. Соның барлығын өтеміз. Қанша просрочка болған, қай банк қанша просрочкамен өткізеді, егер де вообще ол черныйда болса, демек ол мүлдем рәсімделмейді деген сөз емес, демек оны реттеуге болатын жолдары бар. Сол сабақтарды біз екінші модульда қарастырамыз. Ары қарай бізде үшінші модуль. Бұл жерде біз чисто мемлекеттік бағдарламалар. Өйткені бізде көбінесе мен кезінде басты сабақтардың өзінде сіздерге прям шпаргалкалар беріп отыратын боламыз. Шпаргалкалар, гайдтар, қалай пайдаланасыздар, қандай мемлекеттік бағдарламалары бар, сол туралы. Негізінде желательно мен беріп отырғанмен бөлек, біз студенттердің өздеріне сондай шпаргалка дайындап алуын қадағалайтын боламыз. Чтоб сіздің өзіңізде оқу құралы болу қажет. Мысалы, ары қарай программалармен жұмыс жасаған кезде білетін. Өйткені көбінесе бізде ипотека дейтін болсақ, адамдарда түсінік қалыптасып қалғанда бір 7-20-25, наурыз, военный продукт, мысалы, көп программаларды білмей жататын кездер болады. Даже тіпті осы орайда мемлекеттік бағдарламалардың өзін ішкі кухнясына кіреміз. Мемлекеттік бағдарлама болу үшін ол қандай болу керек? Тіпті кезекті талап ететін мемлекеттік бар, талап етпейтіндер бар. Үй кезегінің шарттары қандай? Мысалы, арендный жилье бар, я? Субсидирование аренды жилья, солардың барлығымен қалай аламыз? Льготный программалары бар концепция. Бұның барлығы сіздерде үшінші модульда толыққанды талқыланатын болады. Мемлекеттік бағдарламалар. Тура сол сияқты бізде отбасы банктың басқа программалары бар. Мен әдейі бөліп отырмын. Мемлекеттікті бөлек алып отырмын, отбасы банкты бөлек алып отырмын. Енді мемлекеттік ол негізі өте ауқымды тема. Кәдімгідей. Сіздерде, қараңыздар, естеріңізде болсын. Сіздер бұған дейін мүлдем бұл сабаққа келмегендіктен, бұл саланы оқымағандықтан, жаңа салаға келіп тұрғандықтан информация слишком көп болады. Мен миым көтере алмай жатыр, это қалыпты жағдай. Мен түсінбей жатырым деп тастауға болмайды. Сол үшін де сіздерде Zoom сақталынады, сол үшін де сіздерде платформада сабақ тұрады. Айналайын, аламыз и жазамыз. Кәдімгі сіз мектеп оқушысыз, мен ұстазбын. Во время обучения шәкірт позициясына түсе алу өте қатты маңызды. Егер де сіз бұл Маржан ханым не үйретеді деген позицияда тұратын болсаңыз, қаншама ақпарат беріліп жатса да, ол сізге отырмайды. Во время обучения мен ұстазбын, сіздер шәкіртсіздер. Хорошо? Соған қазірден бастап келісіп алайық. Алдағы уақытта көшеде көріп жатсақ, сіз менен үлкенсіз, сыйласамыз, но во время обучения мен пока сіздердің ұстаздармын. Хорошо? Сол моментте. Енді сәйкесінше требовать ететін кездер болады. Мысалы, сабақтың орындалуы, үй тапсырманың орындалуы, тіпті бывает біз мынандай нәрселерді жасап отырамыз. Алдағы уақытта сабақ барысында бізде прям жарыс болады. Кстати, жарыс болады. Сіздерде кураторлар, подождите, о жаққа барам қазір. Мен обучение түсіндіріп алайын. Ары қарай енді бізде отбасы банк. Отбасы банктың ішін әрқайсының ішкі құрылымын егжей-тегжейлі түсіндіріп өтемін. Но, кстати, ескерте кететін тағы бір мәселе. Zoom'да сабақта мен платформадағы сабақты қайтадан қайталамаймын. Естеріңізде болсын. Хорошо? Сол үшін платформаны всегда көреміз. Zoom сабақта мен артық информацияларды өте көп айтамын, но платформадағы тұрған сабақты қайтадан жаққа қайталап айтпаймын. Өйткені бізде уақыт жетпейді оның барлығын егжей-тегжейлі айтып отырғанға. Сол үшін де екі жақта да бірдей жұмыс жасау маңызды. Ары қарай кеттік. Отбасы банктың біз прям сіздерге шашып беремін. Вознаграждение деген не? Оны вознаграждениемен қандай ипотека рәсімдейміз? Вот осы именно депозит жүйесі. Депозит қандай болу керек? Қалай ашамыз? Қалай біріктіреміз? Енді бізде көбінесе отбасы банкта келген кезде үш түрлі займ бар. Алдын ала займ, тұрғын үй займ, аралық займ, сол займ түрлерін ажырата білеміз. 50-50 дегенді ғана көбіміз білеміз, но басқа программаларды білмейміз. Но одан басқа отбасы банкта программа өте көп. Соның бірі қазір міне басталынатын ОМАЙ мен военный продукт. Мысалы, Потом бізде жасыл ипотека болады, орда аймақ болады, сол сияқты. Тіпті даже отбасы банкта ремонтқа да қаражат шығаруға болады. Сол жақтардың барлығын қарастырамыз. Бесінші модуль, бұл бізде екінші деңгейлі банктер.
Бұл арада біз сіздермен екінші деңгейлі банктер арқылы қалай ипотека рәсімдейміз. Мысалы қазіргі күнде бүгінгі таңда негізінде екінші деңгейлі банктерде ипотека временно приостановленный. Временно приостановленный деген кезде ресми түрде негізі беріп жатыр, бірақ та зарплатный проектларға ғана. Ресми мысалы жалақы алатын болсаңыз, допустим, Народный банк арқылы жалақы алсаңыз, сол кезде рәсімдеуге болады. Қазір екінші нарықты готовый жильонны екінші деңгейлі банктер арқылы алып, кішкене қатты қиындап тұр десем болады. Ресми табысыңыз прям идеальный, кредитный историяңыз идеальный болған жағдайларда ғана одобрение беріп жатыр. Қазір көбінесе біз отбасы банк арқылы рәсімдеп жатырмыз. Бұл туралы мен сіздерге 5-ші модульда бөлсем. И вот 6-шы модуль. Және бізде Көкшетау қаласына Роза ханым мен именно BI группты білгім келеді деді. BI групп бізде 6-шы модульда. BI групптың полностью құрылыс компаниясымен таныстырып өтем. Артықшылықтары, қалай біз табыс растама ипотека рәсімдейміз. Бұл жерде даже сіздерде дополнительный спикерлар да болады. Қосымша спикерлар болады BI групп бойынша. Именно жаңағы үйлерді ликотекамен қалай аламыз, но бірақ та мен осы арада артықшылықтарын айтып өтем. BI групп мен үшін мысалы идеальный құрылыс компаниясы, который клиенттарға прям жақсы условиямен пәтер береді, және де агенттарға ақша беретін. Мысалы, BI-дің әрбір сатқан үй үшін сіз кемі 200 мыңнан 800 мың теңгеге дейін төлем алуыңызға болады. Бізде қыздар бар, чисто BI-ді ғана сататын қыздар бар. Үйреніп алатын болсаңыз, ары қарай жасай бересіз. Тіпті біз сіздерге серіктестік те бере аламыз. Егер де жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген болсаңыз, бізбен бірге жұмыс жасау арқылы қосымша табыс таба аласыздар. Бұл сіздерде 6-шы модульда. Одан бөлек бізде тек қана BI емес, нарықта да басқа құрылыс компаниялары бар, который дәл BI сияқты процент беретіндері бар, немесе тіпті процент бермесе де, біз оларды үйлерін электронды жұмыс жасауымызға мүмкіндігіміз бар. Бізде только BI емес қой, нарықта қаншама құрылыс компаниясы бар, тиімді шарттармен, программамен үйлер беретін. Тіпті олардың үйін сіз басқа қалада болсаңыз да, допустим, Оралда отырып, Атырауда отырып, Астанада клиент болып, немесе Оралдың клиенті Астанадан үй алғысы келетін болса, онлайн отырып шахматкамен үйлерді рәсімдеп көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Бұның барлығы сіздерде 7-ші модульда. Ары қарай 8-ші модуль. Бұл жерде мен уже бөліп өттім, жылжымайтын мүлік. Бұл жерде қандай үйлерді ипотекаға рәсімдейміз, оның негізгі құжаттары қандай болуы қажет, алғашқы нарық пен екінші нарықтағы үйлер қалай рәсімделінеді, сосын үй таңдаудағы негізгі критерийлер, сосын және де маңызды құжат, жылжымайтын мүліктің құжаттарын тексеру. Бірақ та мысалы ипотекамен үй рәсімдеп жатқаннан кезде, мысалы мына нәрсені алып тастасаңыздар болады. Бұл жердегі жауапкершілік в основном банкте. Демек, банк ол клиентқа 30 миллионны қарызға беріп тұрған соң, сәйкесінше банк оны 2 есе сізден артық тексеріп алады. Мысал ретінде айтып отырмын да, енді біз ипотекамен үй жасап жатқаннан кейін. Ол сіздің тексерген документіңізді тағы да 2 рет тексеріп алады. Сол үшін де бұл көбінесе құжаттардың дұрыстығын тоже білулеріміз қажет. Егер де біз наличкаға, нотариуспен жұмыс жасайтынбыз дейтін болсақ, сол кезде де білуіміз қажет. Енді және де сатып алу келісім шарттары арқылы қалай жұмыс жасаймыз. Одан кейін бұл жерде енді оценка недвижимости деген бар. Қандай үйлерді қай уақытта оценка жасалынады, сәйкесінше оценка жасаған кезде қанша суммаға дейін беріледі. Вот осындай сабақтар бар сіздерде. Бұл бізде 8-ші модуль. Және де 9-ші модуль бұл дополнительно қосымша сабақ ретінде беріліп отыр. Бұл жерде толығымен қаржылық сауаттылықтар бойынша. Қаржылық сауаттылық бұл жерге мен отдельно модуль ретінде қосып отырмын сіздерге. Негізі алдыңғы потокта бұл сабақтар болмаған, бұл жаңадан қосылған сабақтар. Бұл жерде кәдімгідей қаржылық сауаттылықты Zoom форматында емес, прям кәдімгі видео сабақтармен сіздер өздеріңізге кәдімгі жұмыс ретінде пайдалансаңыздар болады. Жаңағы бюджет құру, есеп жүргізу, қарыздан құтылу, мысалы отбасылық бюджет құру, алғашқы жарна жинау, баланы болашағына қаражат жинау, сәйкесінше бұл жерде қаржылық қорды қалай жасаймыз, соның барлығы түсіндіріліп өтті. Бұл бізде 9-ші модуль. Дәл осылай алдағы уақытта сіздерде 9 модуль бойынша сабақтар бар. Енді ескере кететін жағдай. Бізде алғашқы 1-ші, 2-ші модульдарды біз 1 аптаның ішіне кіргіземіз. Но сабақтарын сіздер электронды базадан көретін боласыздар. Хорошо? Бізде сабақ 6 аптаға жоспарланған. 6 апта бойы тұрақты түрде біз сіздерге Zoom сабақ беріп отырамыз. Пожалуйста, максимально сіздермен жұмыс жасалып отырған уақытты тиімді пайдалансаңыздар.
иә түсінемін, біреуіңіз тойда жүресіз, біреуіңіз бір нәрсе ауырып қалуы мүмкін бар, мысалы, иә, басқа да мен потом сабақтан қалып қалдым емес. Максимально будьте в этом моменте, чтоб кері байланыс күшті беріліп отырған кезде сол уақытта кері байланысты максимально түрде алатындай. Но одан кейін мысалы сабақ біткеннен кейін біз сіздер кері просто қалдырып кетпейміз, сәйкесінше сіздерде ортақ чат болады. Мысалы Маржан Қанатқызының біздің неміз бар, клубымыз бар, то есть бүкіл студенттер отыратын чаттар бар да, сол жақта отырып кері байланыс алып, бұрынғы старичоктар, новичоктар деп айтамыз ғой, сөйтіп жұмыс жасай берсеңіздер болады. Но негізгі менің көбінесе қоятын негізгі талаптарымның бірі, студенттер чтобы во время обучения уже табыс тапса екен деймін. Сәйкесінше соған біз сіздерге көмектесуге дайынбыз. Но сразу ескертемін, кураторлар прям сіздерде тықақтап сұрайтын болады. Күнделікті. Бақытгүл ханым, что там вы не істедіңіз? Бақытгүл ханым, ана клиентіңіздің жұмысы бар болса, мысалы, егер де мысалы қазір Уәлихан мырза келіп, мен мына клиенттің жұмысын жасадым, бүйттім, сөйттім деп сұрақ қоятын болса, сәйкесінше біз сізден сұраймыз. Уәлихан мырза, не жасалды клиентпен? Қандай әрекеттер жасалды? Қанша табыс таптыңыз? Неше консультация өткіздің? Тегін қанша ақпарат бердің? Ақылы қанша ақпарат бердің? Сколько ты заработал? 1000 теңге, 2000 теңге тегін консультация. Всегда олардың барлығы поощрение ретінде жүреді. Бұны жасап отырған не себепті? Мен өзіміздің кураторлардың мен бірге студенттердің эффективность курстан алған деңгей жақсы болу үшін біз қатты кері байланыс ұстаймыз да, сәйкесінше сол уақытта, открыто айтайын, отчет жүргіземін кәдімгідей. Күнделікті сіздердің сабаққа кіргендеріңіз, мысалы біз сізге зумға кірген кезде айтамыз, аты жөндеріңізді жазып қойыңыздар деп, иә. Сабаққа кіргендеріңіз плюс балл. Кірмедіңіз, минус балл. Сұрақ қойдыңыз, плюс балл, қоймадыңыз, минус балл. Мысалы, даже былай мынандай болады. Уәлихан мырза тұрып Бақытгүл ханымның сұрағына жауап беретін болса, Уәлихан мырзаға плюс балл. Біз кәдімгідей бұл жерде студенттердің максимально сол процессте болғанына қадағалаймыз. Сосын тағыдан мынандай бар. Бізде здоровая конкуренция. Прям не істейміз? Жарысамыз. Студенттер отырады да жарысады. Біз группаға бөлініп аламыз да, группамен жарысамыз, студенттермен жарысамыз. Сәйкесінше әр апта сайын сіздерде отчет беріліп отырады. Мысалы, бүгін лидирует Бақытгүл ханым, бүгін лидирует Роза ханым деген сияқты. Оның барлығы барлы системамен болады. Я кішкене мектептегі тема, но бірақ та сол бізге эффективный. И курс соңында главный орын алған адамдарға менің тарапынан жеке сыйлықтарым болады. Поощрительный призы. Так, что там, түсінікті болып жатыр ма? Сабақ барысында сабақтарға максимально атсалысыңыздар деймін. Енді сабақ аптасына 2 күн таң ертеңгі уақытта болады. Сразу айтам. Кешке емес. Өйткені қазір міне кеш, өзі байқап отырсам, маужырап отырсыздар, біреу чай ішіп отыр, біреу ұйқысы келіп отыр, біреу шаршап отыр. Сол үшін де сабақтар кешке. Жұмыс кезінде қалай оқысақ болады? Жұмыс кезінде оқи алмаймыз ғой. Жұмыс кезінде оқи алмаған кезде енді уақыт бөліңіз, но Бақытгүл ханым, ол зум сабақ ретінде сақталынады, повторно қайталап көріп алсаңыз болады. Өйткені мен пробовала кешкі уақытқа қойғанға, но ата-аналар басынан бәріміз мамамыз ғой, бала-шаға удашу болады, әйтет битет, біз шаршап тұрамыз. Ал таңертең мы трезвый болып тұрады ғой. Прям свежий, трезвый. Таңертең 5-те оқиық. Ойбай, 5-те тұрмайды ешкім. Мен де тұрмайды, 5-те қойыңыз. Таңертең оқыңыз, потому что таңертең 2 сағат, ничего страшного, білмеймін енді, жұмысыңыздан таба аласыз деп ойлаймын. 2 сағат уақыт, 2 сағат зумға уақыт бөлсеңіз. Хорошо? Кешкі уақытқа сабақты қоя алмаймыз, кешкі уақытты сұрамаймыз. Өйткені бізде кейбір кездерді арасында бір таңертең үлгермей қалған уақыттарда, особенно мен офлайн сабақ жүрген кездерде, мен кешке жақын сабақ өткіземін де, кешке жақын бұл енді бізде, түсіндіңіз бе? Бізде цифра болғандықтан, есеп болғандықтан, кешке жақын адамның миы қабылдай алмайды ол информацияны. Өйткені ол күні бойы итақты жұмысына шаршап келді де. Еще мен отырмын арада 2 сағат мыжып есеп шығарып. Сол үшін де сабақтар таңертеңгі уақытта болады. Кстати, прям ручка блокнот аламыз да, каждый теманы жазамыз. Прям кәдімгідей жазасыздар. Хотите, цветной фломастермен алып жазыңыздар.
прям каждыйын жазып отырамыз. Өйткені ақпарат өте көп болады. Сосын чатта активность создавать етіңіздер. Прям активность. Ұялмаймыз. Білмейміз ба? Сұраймыз. На то и бізде кәдімгі мықты бухгалтерлар, мықты кураторлар бар, которые сіздерге тұрақ түрде жауап береді. Бізде 4 куратор бар. Гули ханым, Меруерт, Эльмира и Аружан. Аружан бухгалтерия частында, Меруерт ханым, Гули ханым кімдер, олар сіздерге жауап беріп отыратын болды. Қазір бізде эфирда отырып отырмын. Қыздар, кураторлар кері байланыс беріп қойсаңыздар, мен деп. Сәлеметсіздер ма? Отырмыз, бармыз. Барсыз ба? Эльмира ханым бізде мықты эксперт. Семей қаласындағы біздің топ қыздарымыздың бірі. Кто военные, вот военныйларды шемішкеше шағатын бізде Эльмира ханым. Военный. Қалайсыздар? Кредит. Семей қаласынан бар ма екен? Семей қаласынан біреу бар ма екен? Барлығы Алматы, Оралған. Кстати, бизнес завтра Семей қаласынан егер бар болса, офлайн кездескен болады. О, тамаша. Бизнес завтра жатыр, өте әдемі. Менде өзімде обещанный осарда 1-2 адам бар, который мен обещала бизнес завтрак деген мастер-класстағы. Сол азаматтарға сіздерге кері байланысқа шығарды, датасын белгілеп береді. Просто мен өткенде шетелге кетіп қалдым да, сосын келе алмай қалдым. То есть ауысып кетті уақыты. Сол үшінде ол ұмытылған жоқ. Хорошо? Ол барлығына бірдей емес, айбеттеңіздер. Алматы қаласындағы барлық азаматтарға бірдей емес. Ол просто бізде сондай бір менен мастер-класста обещанный нәрсе болған, сол азаматтарға ғана. Хорошо? Так, ары қарай. Кім бар бізде? Гули бар ма? Меруерт ханым барсыз ба? Гули, Меруерт. Меруерт отырған жаңа. Гули, Меруерт бұл Астана қаласындағы біздің мықты эксперттеріміз. Офлайнда да болады сабақта. Что там еще? Егерде по инициативе алдағы уақытта кездесеміз, біз студенттер бірігіп Алматыда давайте сабақ қайталаймыз десеңіздер, это приветствуется. Мысалы, онда не емес. Мысалы, бізде бар қыздар бар, давайте сабақтарды қайталап жіберейік, кім бар, давайте кездесейік деген қыздар болады. Это приветствуется. Но қыздар, мен даусым қайта шығып жатыр. Но отдельно чат ашуға рұқсат етілмейді. Бүгін сіздерге қазір кураторлар чаттың ережелерін, вообще сабақтар қалай болады, расписание қалай болады, сол туралы ақпараттар беріп өтеді. Ол туралы толыққанды ақпараттар беріп отырады. Сұрақтарыңыз болса, ұялмай чатқа қойсаңыздар болады. Кстати, ең маңызды ақпарат. Бір моментте бүкіл сабаққа доступ ашылмайды. Естеріңізде болсын. Хорошо? Өйткені мынандай нәрсе бар да, бұл жерде қазір жұмыс жасап отырған қыздар да бар, которые уже ақпараттарды білетін, и новичоктар да бар. Мысалы, жұмыс жасап отырған қыздар уже тақта жұмыс жасап уже біліп отырғандар бар да. Сол үшін де ол мысалы ана жақтағы сұрақтар қойылып кетеді. Но қойылған сұраққа жауап беріледі әрине. Но бірақ та маған чисто бей ғана керек еді, маған бей ашып беріңіз деген момент болмайды. Сол момент ескерейік. Бізде поэтапно прям рет-ретмен өтеміз. Үлгереміз. Барлығына үлгереміз. Осы уақытқа үлгеріп келіп жатырмыз. Прям активно болыңыздар. Получается, сіздермен жұмыс жасаған аралықта, пожалуйста, максимально активный болсаңыздар дейміз. Кстати, потом сіздерге анкета жіберілетін болады. Бұл анкета сізбен толыққанды танысу мақсатында. Сол анкетаға тұрақты толыққанды жауап берсеңіздер деймін. Максимум бір 10 минут, 15 минут уақытыңызды алуы мүмкін. Қай жақтансыз, жасыңыз қанша, алғашқы жарнаңыз бар ма? Сол анкета бойынша кімге қандай көмек қажет екенін тоже біз аңғара аламыз. Максимально шынайы түрде толыққанды жауап берсеңіздер деймін. Табыс бар, табыс жоқ, алғашқы жарна бар, отбасы банк счет бар, кезекте емес, вообще немен айналысамыз, соның барлығы сол анкетада қарастырылған. Хорошо? Так, что там еще? Қандай сұрақтар бар? Анкета мастер-класста болды дейді. Мастер-класста болған простой анкета ғой, қазір сіздерге сложный анкета жіберем қазір. Так, кімде қандай сұрақ бар? Бизнес актер түсінбей қалдым, соны түсіндіріп жүресіз. Оны білетін адамдар өзінде ғана біледі оны. Ол бәріне бірдей емес, ренжіме. Все хорошо. Так, что там? Қандай сұрақтар бар басқа? Ұялуды біз
үй алуды өзімізден бастасақ бола ма бірінші? Өзімізге үй алып Конечно. бастауға. Біз негізгі Осы бағытымыз сол уақытта ғой. қазір Қараңыз, сабақ оқып жатқан кезде алып әрекет максимально жасасақ ол болады, иә? бағыт бойынша көмектесе аламыз. Бақытгүл ханым, қараңыз. Бірінші сабақтарда мысалы кредитный история тексеру деген сабақ болатын болса, сіз өзіңіздің, жолдасыңыздың, совершеннолетний балаларыңыз болса, хотя бы солардың кредитный историясын тексеріп, кто подходит, кто не подходит көре аласыз. Табысын есептеген кезде де тура солай да. И уже сәйкесінше отбасы банк вознаграждение уже тағы солай. Уже біз қайсысына өтуімізге болады екен жаза береміз. Кстати, потом, егер де мен міне нақты ұялайын деп тұрмын, вознаграждением осынша, отбасы банкте счетым тұр, или там менің міне клиентім тұр, қолында осыншама теңге дейтін болсаңыздар, тоже жазыңыздар. Анау 5-ші модуль деп күтпейміз, уже направление береміз. Хорошо? Если вдруг болады ғой, өткені мен өткенде кіммен сөйлестім? На днях бір ханыммен сөйлескен болатын телефонмен, Маржан ханым, менде 5 клиентім бар, мен не істеймін деген. Бар ма сол кісі? Мен өзім жеке сөйлескен сол кісімен. Шымкент қаласынан, кажется. 5 клиентім бар деген. Барды ғой біреусі. Жоқ, емес қой деймін. Сол, мысалы, вообще негізі айтамын да, вообще сондай клиенттарды уже обучение барысында өздеріңіз сүйемелдеңіздер, направление береміз. Жарай ма? Мен сұрасам ба? Ау? Мен сұрасам болады ма деген. Сұраңыз. Мен жанымда деп тұр, короче, сіңлімнің жолдасы жаңағы анау наурыз жұмыскерге сотыс келетін, өйткені ол жаңағы диагноздың үйлеріне тоғыз жүргізеді. Өзінің екісі бар да. Сол наурыз жұмыскерге қатысып қазір үй алуға оформление жасап кетуге бола ма деген да, сабақ барысында мен сразу соны так практика ретінде алып алып соны жасасам екен ойымды. Аха, қазір мен жауап беремін. Ол еще өздері сол групптан Шымкент қаласынан 4 бөлмелі үйді қарастырып қойыпты да. Бірақ оны қалай не істейтініне кішкене білім тәжірибе жетіспей жатыр да. Хорошо, әдемі сұрақ. Енді Камила ханым, бірінші очередь, наурыз жұмыскерге жазып алыңыз прям. Наурыз жұмыскерге дәл қазір қатыстыра берсеңіз болады. Біз әлі сабақ бастаған жоқпыз, но просто бұл жаңағы қазір прям срочно болып жатқан программаның бірі болған соң жауап беріп отырмын. Камила ханым, обязательно жұмыс орнынан қажет, что ол жұмыс жасайды деген. Баспана маркетқа кіріп, наурыз жұмыскер деп қарайтын болсаңыз, прям любой жерге, отбасы банкке болсын, барлығы наурыз жұмыскер деп жазсаңыз, справка с места работы деген анықтама шығады. Хорошо? Енді ол жерде бірінші сіз список окетқа қарайсыз, окет сәйкес келу керек, сосын список должностей соған қарайсыз. Демек, жұмыс орнынан алатын анықтаманың да үлгісі бар. Жұмыс орнынан анықтама алу қажет. Анықтама берген уақытта ол жұмыс берушінің океті, ана список океттің ішінде болуы қажет. Сәйкесінше олның қызметі должность, не специальность, должность. Мысалы, специальность болу мүмкін, мысалы, допустим, инженер, но должность электрик. Түсінікті ма? Должность маңызды, должность ана списоктағы должностьта болу керек. Сондай бірінші анықтаманы аласыз. Екінші, форма 6 справка аласыз. Форма 6 деген справка об отсутствии недвижимости. Өзіне, отбасына, бүкіл баланың салаларына. Сол екі анықтаманы аласыз. Енді форма 6 5-6 болуы мүмкін, енді бала шағасы бар болатын болса. Сонымен сразу банкке апарасыз. Егер де өзінің табысы жетпейтінін көріп тұрсаңыз, міндетті түрде қолына соза емшік тұсатып, соза емшікпен барасыз. Соза емшікқа ИП-ны да алуға болады. Допустим, егер де сіз жеке кәсіпкер болып, ИП-сы бар, обороты бар адам болса, сол соза емшік болуға тоже болады. Получается, былайда ол өзінің ИП-сы толысы бар да, и ол биографпен партнерстве да. Сол биографпен Шымкентте бұрын Астанада дейсең, қазір Шымкентте биографпен үйлеріне тоғыз жүргізеді. Өзінің бригадасы бар. Бірақ мен жаңа сіз айтқандай, именно өзінің должносты қандай по факту и по списку қалай екен соны білмеймін да. Вот соны қараңыз. Ең бірінші окет сәйкес келеді ма, бин организация, соны біліп алыңыз. Екінші, оның должность сәйкес келмейді, должность сәйкес келмей жатса, оны сәйкестендіруге болады. Мысалы, прорабты строитель қылып жазуға болады. Мысалы,
соны келтіріп жаза саласыз да, сосын сонымен заявка бересіз. Ең бірінші этап мультисертификат алу. Мультисертификат уже келесі аптада алу мүмкін. Өйткені қазір максимально түрде адамдар барып жатыр. Сол үшін бірінші сол этапты жасаңызшы. Сосын ары қарай үй табуға уақыт жетеді сізге. Бірінші мультисертификат алыңыз. Мультисертификат алу үшін жұмыс орнынан анықтама, сіз тексеретін окетті тексересіз, должностьті тексересіз. Форма 6 деген бұның атында үй жоқ деген құжат. Сол екеуін алсын да банкке апарыңыз. Банкке дегенде ол қайсы, отбасы банкке ғой? Конечно. Отбасы ғой, отбасы. Изначально взноска ақшалары бар 10 миллионшы. Өздері қарастырған Б-групптың 4 бөлмелі үйі 48-49 миллион деп тұр екенші. Соны алғысы келіп отыр ғой енді. Жаным, мультисертификат деймін. Мультисертификат алсыншы бірінші. Оған банк береді, бермейтін қайдан білесіз сіз? Бірінші банкке апарсаңызшы. Сосын үй таңдайсыз. Таңдауға уақыт жетеді сізде. Асықпаңыз үй таңдауға. Қойыңыз. Именно бізде 15-16 ноября открывается Петропавловский BI Group. Я хочу, чтобы я смогла там свои услуги продавать. Просто Петропавловский нету. Петропавл Көкшетаудың қасындағы қала ғой. Красавчик. И сосын 7-20-25. Я никогда по этой программе, то есть один раз взяла, это қайненеме өзім алып бердім, бірақ рет. Одан бастап именно қазіргі форматтағы, то есть сейчас условия басқалай ғой, депозиттар төлеу, именно сондайдың фишкаларын дұрыс білмеймін. И жап-жаңа специально вот соны начала нетуге, сегодня купила у вас же обучение и начала продавать. И продала, короче, на 200 тысяч. Теперь мне надо ее закупить. Молодец. Так, вы в бизнесе или премиум, да? В каком плане? Не знаю. Два пакета есть. Бизнес офлайн и премиум онлайн. Мен онлайн білмеймін. Онлайн. Хорошо. Чатқа жазыңызшы. Меруерт ханым, Эльмира ханым сізге Гулида поможет. Вообще қалай екенін қазір семеркамен. Просто семерка предадоп бар ма ода қазір? Предодобрение сентябрьда алдық вообще. В принципе, ол кісімен алғам. Потом ол кісі отказалась там же. Типа, я еще не буду, думаю, анау-мынау деп. А бүгін дөлі неткесін я прям сториста начала, так как продала. Купила же у вас 5 шарында, содан бастап начала сториста греть. Молодец, ғой, красавчик, 5 шарында обучение сатып, еще осыра обучение сатады. Я жап-жаңа, вот сіздермен сөз отырдым ғой, вот солай жазды өзі. И начала продала сосын. Я говорю, если хочешь, возьми, не хочешь, не надо писать 100 раз. Зачем? И жаным. Маржан ханым, осы қызды маған жіберіңіздерші, осы қызды маған керек. Болды. Роза, Эльмираға ұстан да етегін ұстап ал. Мен сенің палатинсты өзім оқығам Казгюда. Болды. Все, мы на одной волне. Болды. Көрді, бізді даже кураторлар өзі таласады студенттерге. В принципе, можно. Етеміз. Бірақ та семерка туралы официальный ақпаратты келесі средада беремін. Қазір емес. Хорошо, рахмет. Ничего страшного, подожди. Кімде тағы қандай ақпараттар? Кімде сұрақтар? Сұрақ қоюға бола ма екен? Конечно. Мен мана айттым ғой, үлкен балам 25-те, соған үй алып бастағымыз келеді, қалай дайындала беруімізге болады, оқуды бітірген күтпеймін де. Мысалға бүгін ертеңнен бастап жұмыс жасайды, 1 жыл жарымдай пенсионкасы бар тұрақты. Аэропортта жасайды, бірақ та аэропорттың өзінде емес сияқты. Ол ТАФ дейтін турецкая компания бар, ол қасында VIP залда обслуживать ететін. Сонда жатайды, оған мемлекеттік емес деп қояды өзі. Квартираны алмайды демек, иә? Сонда ол қай программаға бармайды, қайсысына барады деген ғой. Официально жалақысы қанша екен? Оларда, мысалы, усиление деп тағы дополнительно алғанмен әртүрлі вибрируется тұрады. 350-ден кембес, бірақ мен соңғыларын тексергенде 58-55 түсіп тұр пенсионкасы. Хорошо. Первичка или вторичка? Мына Бухтаринская бойына біз сырт жағында тұрамыз, 5 ағашта, оған аэропортқа барып келуге, сол Кульженкінің бойы ыңғайлы. Сол жерде Ашық төбе деген ЖК бар, Бухтаринкінің бойында, кольцевойда. Содан квартира көріп тұрмыз, негізі жақсы, өзіне баратын. Соны оформить етіп, жалдап қойғымыз келеді, пока сосын үстінен құйып, азайтып сағымыз келеді, сіз айтып жүргендегідей. Алғашқы жарна қанша дайын?
алғашқы жарна почти жоқ, отбасында депозитке ашып бір 200 мың сияқты, сондағы бары. Мен бірақ мана өзімнің квартирамды сатқым келіп, пока шығарып қойып көрсетіп отырмын. Соны сатып жіберсем, соған бірнеше квартира Нұржамал алғым келеді ханым, ғой. Сонда мен қараңызшы, сіз балаңыздан должностьін сұраңызшы, и жаңағы организацияны сұраңызшы, біздің жаңағы Наурыз жұмыскерге өтеді, өтпейді, соны көрейік. ол ТАФ деген компания, турецкий, французский. ТАФ дейтін бар, Чем он занимается? агент ол, обслуживать етеді клиенттарды. Обслуживание клиентов. О, Мгм. как мне интересно. Балаңыздың должностьі қандай екен? Агент, так и называется. Просто агент, иә? Мгм. Оны жұмыскерге өтпейді. Просто қазір жұмыскерге өткізуге болатын ғой. Так, вознаграждение деген нәрсе бар ма? Оны түсінбейді екенмін. Отбасы банкте счет бар ма ақшамен? Счеты бар енді, аз, где-то 250 сондай бар, тек қана. Хорошо. Онда бізде или вторичка, или семерка ғой, екі вариант сізде. Или вторичка, или семерка болады. Былай істейсіз, Нұржамал ханым. Қалай дайындалайын, не документ жинайық? Былай істейсіз, ең бірінші Freedom Bank арқылы семеркаға. Қыздар, біз ол сабақты келесі аптада өтеміз негізінде. Жарайды, айтамын. Freedom Bank арқылы семеркаға предодобрение алып көру қажет. Ол үшін Freedom Bank'тың қосымшасын жүктеп алады. Freedom Bank'тың қосымшасын жүктеп алғаннан кейін ары қарай соның ішінде не деген бар? Қазір мен өзім тыңдашайыншы. Freedom Bank'тың қосымшасын жүктеп алады. Кредиты деген бөлім бар. Кредиты? Иә. Мгм. Кредиты. Соның ішінде оформи кредит онлайн. Сосын цифровая ипотека. Сол кезде 7-20-25 государственная льготная ипотечная программа деп тұрады. Соны басады, рассчитать ипотеку дегенді басады. Сол жерде ин номер мен телефон номерін енгізу қажет. Ең бірінші басында не тұрады? Данные предодобрение алу үшін қанша миллион? 30 миллионның үйін жазады ана жерге, стоимость жилья 30 миллион. Первоначально жазып алып отырсыз ғой, иә? Первоначально 6 миллион жазады. Максимальный срок займа 300 айды қояды. Выберите город Алматы дейді. Сосын получить одобрение дегенді басады. Дальше. Сонымен тексеріп қарауға болады. Иә. СМС-код келеді. Сол бойынша видео верификация өтеді, видео проверка. Сосын сол бойынша обновление жүреді. Ол сразу автоматически по всем базы данных НПФ-тан, МКБ-дан, форма 6 справкадан, барлық НИГОВтан базадан обновление өзі жинайды. Жинайды и итог шығарады. Одобрение береді, бермейді деп. Вот сол нәрсені шығарып беріңізші бірінші, чатқа жіберіңіз, если что. Сол, если одобрение бар болса, я вам скажу, что надо будет делать. Хорошо? 30 миллион деп қою керек, одан артық болмайды да? Одан артық болмайды. Жаңа кім бізде? Роза, Көкшетау, Петропавловск па, Көкшетау ма? То же самое, тура сол әрекет бізде. Ана клиенттің сөйтіп жасап көрсін. Freedom Bank'тың қосымшасын жүктеп алып, предодобрение алып көріңіз. Если вы уже там убедитесь, что клиент нормально, все ему одобрение даст. Если чуть-чуть бермей тұрса, уже надо будет там, что там у тебя, где у тебя проблемы деп іздеуге болады. Все окей. Все, давай. Так, сабаққа байланысты қандай сұрақ бар? Бағана негізі мен жаңа таныстырғанда айтамын деп ұмытып кеттім. Мен негізі осы сабаққа қатысқан себебім 2 ипотекам бар дедім ғой. 9 айда, февральдан бері төлемедім дедім ғой. Соны енді BI групптан алған үйді сот болды. Банк былай требовать етті. Бүкіл сумманы 15 миллионның бәрін требовать етті. Мен оны бере алмайын дедім. Сөйтіп сот жаңағыдай бүкіл толық төлемейді деп шешім шығарып берді. Енді барып жатырмын. Мен ана просрочкасын алып тастаңыз, төлеймін. Бұрынғыдай қылып десем, болмай жатыр. Соны бола ма? Оны BI-дың ішіндегі заңда тұрғыған мен ештеме айта алмаймын. Оны просто банктан алдық қой ипотека. Жоқ, түсіндім, бірақ та мен ол жаққа айта алмаймын еш нәрсе ше, оларды уже банкмен Просрочканың суммасын сіз төлейсіз ғой? Жоқ, сіз просрочканың суммасын төлейсіз. Вы просто можете, можете, мысалы, өзіңіздің қаржылық жағдайларыңызды көрсетіп, можете просто үстіндегі пенясын алдыртқанға попросить етуіңізге болады. Қаржылық жағдайым осындай, но сіз просрочканы сіз обязательно төлейсіз, потому что просрочка это сіздің ай сайынғы төлейтін суммаңыз ғой.
медиаторское соглашение сұраңыз банктан, и үстіндегі штраф пеняларын алып тастап, мен енді нақты қарыз сумамды төлесем деп сөйтіп жасап көріңізге болады. Но просрочканы сізден алып тастамайды. Алмайды, иә? Мен соны сұрап жатырмын. Жоқ. Просрочка, по факту, ол сіздің ай сайынғы төлейтін сумаңыз ғой, өзі бірінің үстіне бірі қосылып отырған қосылып. Мысалы, ай сайын сіз қанша төлеп отырсыз? Біреуге 142 мың, біреуіне 210 мың. Сол бір вот 210 мың, осы айда 210 мың төлейсіз, оны төлей алмай қалдыңыз, келесі айда тағы да 210 мың үстіне түсті, соны тағы да, и солай 90 күнге дейін үстінен 0,5% қосылып отырады пеня. Сол 0,5% пеняны сіз алдырып тастағанға өтініш қана білдіре аласыз. Никто не имеет права банктың үстінен сен мынаны қоярда қоймай алып таста деп ешкім ете алмайды, заставлять ете алмайды. Они сами өз тараптарынан сіздің қаржылық жағдайларыңызды қарап, мысалы нашарлағанын растайтын құжаттардың барлығын көрсетіп, сіз сол пеняны ғана алдырта аласыз. Но ана просрочкадағы сумманы оны төлеу керек болады. И потом сізге оптимально бір график қойып береді, по которому вы можете оплачивать, жағдайыңыз келетін, и сонымен ары қарай етесіз. И то медиаторское соглашениемен банк сізге как навстречу келетін болса, а так жалақыдан 50% ұстап отырады. Ну, көбіне егер сізде официальный жалақы болмаса, олар ана медиаторское соглашение келіседі. Официальный жалақы болмаса, оларға төлету керек қой, вот сол секілді. Соглашение деген ана не? Рахма ханым, бізде пятница күні дәл осы темада зум сабақ болады. Пятница таңертең сағатында осы теманы ашық етеміз, өйткені барлығына бірде как раз осы темада сөйлесетін боламыз. Как раз. Рахмет. Так. Қайырлы кеш, Маржан ханым. Қайырлы кеш, аңсаған. Сәлеметсіз бе? Мен сіздердің сопровожденияларыңызды алып жатырмын, Гүлшат ханымнан. Круто. 21 жастағы қызыма наурыз бағдарламасына қатыстыруға. Әдемі. Қуаныштымын. Аңсаған немен айналысасыз өзіңіз? Мен бухгалтермін. О, тамаша. Қай қалада, Алматыдасыз ба? Жоқ, Атырау қаласынан. Атырау қаласынан етесіз ба? Хорошо. Біз бүгін әйтеуір неше клиент өткіздік. Наурыз жұмыскермен ертең Ақтау өткіземіз. Бүгін бір 3 клиент па, 4 клиент па уже точно өткізді ғой, бағана қыздар бар. В принципе, сұрайын дегенім, мысалы, одобрение алған кезден бастап үйді қай уақытта іздейді, уақыт берер ма? Қараңыз, былай береді. Наурыз программасында, мысалы, бізде 8 декабрьге дейін не қабылданады, потом декабрьдің ориентировочный 5-нен 8-ін аралығында уже результат шығады. Конкурсты кімдер жеңді деген. Потом 8-нен январьға дейін табыс растауға уақыт береді, созады. Ну, кто-то может сразу табыс растауға, кто-то может до января месяца табыс растауға береді. Потом вообще отбасы вам дает до 6 месяцев и квартира іздегенге. Но мен 6 месяцев керек жоқ, айналайын, сразу бір айдың ішінде тауып іштеймін ғой. Но это в этом случае, если, мысалы, допустим, квартира бар, но оның ДДУ әлі шыққан жоқ. Или квартира салынып жатыр, но оның құжаты беріледі 3 айда дейтін болса, уже можно. А так былайынан ету керек. Хорошо. Хорошо. Кім бізде сөйлемей қалып еді бағана? Решесіне сұрасам, жаңа наурыздың жұмыскер бойынша ше. Оның срогы қашанға дейін? Ненің срогы? Наурыз жұмыскерге үлгеру үшін. Негізі 3 декабрьге дейін, но мен сразу сізге как эксперт ретінде айта аламын, ол лимитированная программа, берілген сан 2000 ғана, значит, ол уже скоро бітіп қалады. Ответный Жоға? Офлайн барасыз, сразу одобрение шығарып береді, болды моментально қолыңызға. Наурыз сияқты. Жоқ. Наурыз басқа, наурыз жұмыскер басқа. Понятно. Сосын, тағы бір момент, мысалы, кішкене кредиті болса ше, ол одобрение ала алады ма? Кредиті болса табыс растай алмауы мүмкін. То есть доходы жетпей қалуы мүмкін. Созаемшілік тартады. Созаемшілік дегеніміз гарант тарта алады. Наурыз программасы мен наурыз жұмыскердің айырмашылығын айтыңызшы дейді. Дұрыс сұрақ. Наурыз дегеніміз бұл жерде, қарады, наурызда да наурыз жұмыскерде де бұл мемлекеттік бағдарлама, екеуінде де шарттар бірдей 7 және 9% беріледі.
Программаға қатысу үшін счетта 2 миллион теңге болу керек. Наурызда да, Наурыз жұмыскерде де. Енді Наурыз программасына кез келген адам қатыса алады. 2 миллион теңгені салды да қатыса берді. Но бірақ та главная причина ол жерде конкурс. Кімде балл көп, сол конкурстан өтеді. Конкурсная программа. Сәйкесінше вознаграждение жоғары болуы қажет. Ал Наурыз жұмыскер ол просто для таких, которые специально определенный салада жұмыс жасайтындар. Жаңа Камила ханымға айттым ғой, осы должностьта істейтін адамдар болуы қажет. Мысалы, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, тау-кен өндірісі, мысалы, заводта, фабрикада істесе, Алматыдағы курьерлер, водительдар, мысалы, я автобусный парктің водителі, КЖК-дағы, мысалы, я КТЖ-дағылар, сол сияқты қызметтегілердің барлығы. Солар сәйкесінше келіп тұратын болса, принципе, өздері қатысып ала алады екен ретсе. Но ол туралы мен сіздерді 3-ші модульда ашық айтып беремін. Енді Наурыз жұмыскерге, мысалы, қазір сәйкес келіп тұрған адамдар болса, қазір қатысын, қазір көмектесіп жүре аламыз ақпарат беріп. Но Наурызға программаға мы успеваем. Наурыздың программасы декабрьге дейін программа қабылдау, а оның табысын растау, ана моменті ол это декабрьде болады. Январьға дейін барады, короче. Кетеді ары қарай. Сондай. Кешіріңіз, бір сұрақ. Қойыңыз. Естіліп жатыр ма? Естіліп Маржан ханым, мен арендный жильеда көп балалымен үй алғанмын да. Сол бойынша мен енді ипотекаға үй рәсімдей аламын ба? Ипотекамен рәсімдейсіз, только мемлекеттікке ғана қатыса алмайсыз, өйткені сіз мемлекет тарапынан бір рет көмек алдыңыз, ал басқа программаларға қатыса бересіз. Өйткені арендный жилье форма 6-та сіздің атыңызда тұрады бәрібірде. Рахмет. Қараңыздар, форма 6 дегеніміз справка об отсутствии недвижимости. Форма 6-та атыңызда үй тұрма, немесе доля, үйдің бір какой-то долясы тұрма, сіз уже госпрограммаға қатыса алмайсыз деген сөз болды. А қалған программаның бәріне қатыса бересіз. Госпрограмма деген мемлекет тарапынан берілетін, төмендетілген пайызбен берілетін ипотекалық программалар ғой. Иә, түсінікті, рахмет. Пайызы, по-моему, Наурыз жұмыскерді. Қанша? 7% деді, Наурыз жұмыскерді. 9. 7 это сусын категориясымен кезекте тұрғандар үшін. Қандай сұрақтарымыз бар тағы да? Кешіріңіздер, мынандай сұрақ. Офлайн обучение бар ғой, 17 қарашадан басталады деп жатсыздар ғой. Сол қай уақытқа дейін болады, неге қанша уақыт? Таңертең 10-нан кешкі 6-ға дейін. Ақбөбек ханым жұмыста байланысты. Ақбөбек ханым. Иә, отпуск жазайын дегенім ғой. Иә, дұрыс. Отпуск жазасыз ба, больничный аласыз ба? Сөйтіңіз 5 күнге. Таңертең 10-нан кешкі 6-ға дейін. Маржан ханым, мен ақпарат айтылады ғой да? Конечно. И Ақбөбек ханым, воскресенье күні ұйқыңызды қандырып, жақсылап демалып келіңіз, өйткені информация слишком көп болады. Иә? Болды. Маржан ханым, военныйда жаңа жолдасында 340 мың не бар, 370 мың зарплата бар ғой, қазір да? Бірақ 2 миллион действующий кредит бар Жисан банкта. Айна 69 мың 70 мың теңге төлейді. Сол енді кредитті толықтай жаппастан біз табысты жетпей ма сонда? Давайте посчитаю. Просто қазір есептеу жүрген, но мен алды да сіздерге сабақты өзім үйретем қалай ететін. Оклад қанша? Оклад 370. Хорошо. 5 мың. Квартирный? 340 мың. Қанша? 340. 340. Общий 710 мың, е? Хорошо, 710 мың. Мен осы сұраққа өткенде видеода жауап беріп едім ғой. Неше кредит? Бір кредит сол Жисан банкта. Жоқ, айына қанша дедіңіз, соны айтыңызшы? 70 мың. 2 миллион алам. Хорошо. Неше бала? 4 бала. 4 бала. 4 бала. Семейный расход. 4 көйтем, 13 көйтем, 39, 32. 204 мың. 4464. Плюс 70 мың. 70 мыңнан басқа кредит жоқ, е? О да жоқ, менде көп. Хорошо. Қанша миллионның үйін алғыңыз келеді? Білмеймін, қанша миллион болса да біз лишь үй алсақ болды. Сол анау жилищная выплата бар ғой. Сол чисто квартираға кететіндей болса болды, өзіне өзі кететіндей болса болды. Одан азаймауды.
$400,000 айына төлей алсақ, төлейтіндей қылып шығара берсек те бола береді. Өйткені январда көбейеді еще. Хорошо, Соған первоначалка қанша төлей аламыз? Алғашқы жарна қанша? первоначалка сол қанша төлеу керек? 2 миллион неде бар. Жыл сұрайды, енді қалғанын қаншаға толтыруымыз керек? Сол жаңа 400,000 айына шығу үшін. Хорошо, екінші нарық па, бірінші нарық па? Мен білмеймін, бізге без разница. Желательно бірінші нарық қой. Қарайық, вообще сіздің есіміңіз кім? И видеоны қосасыз ба вообще? Фируза. Фируза, қараңыздар. Фируза ханым, мынандай нәрсеге кетіңіздер. Вообще, негізінде, всем касается, да? Сұрақ қойылған кезде правильно заданный вопрос уже ответтің 50%. Енді білмеймін деген кезде, мысалы 40 миллионның үйін алу үшін сізде 8 миллион первоначалка болу керек. 8 миллион толтыруға мүмкіндік бар ма? Бар, стараемся, да. Хорошо. Егер де 40 миллионның үйін алатын болсақ, 8 миллион первоначалка мен ипотека ай сайын 380 мың болады. Сонда да аз болады екен ғой. 380 мың болады. 380 мың плюс 654 мың. Но чуть-чуть жетпей қалады. Но енді прям 40 миллионға болмаса да 35 миллионға ала аламыз ба? Иә, ала аласыздар. 35 миллионға. Өйткені сізде не тұрды? Нагрузка көтере алмай қалады да. Сол момент ескеріңіздер. Рахмет. Хорошо? Маржанка Анатольевна. Ау. Қараңызшы, Қордай ауылында птицеводствомен занимается. Ол жаңағы Наурыз жұмыскерге қатыса ала ма? Қатыса алады. ТО ма, ИП ма? ИП. Птицеводство деп тұрса, қатыса алады. Именно птицеводство деп аталу керек, да? Ол сәйкес келу керек, ауыл шаруашылығына сәйкес келу керек, и там у него должен быть не руководитель, а вот этот рабочийлардың должностары бар ғой, списокты қарасақ, сол айтады. Қандай құжаттар керек, ол не дайындау керек? Ең бірінші очередь жаңағы жұмыс орнынан анықтама. Ол өзіне өзі құйып атқан пенсионный отчислениемен жоқ қатыса алмайды, қабылдамайды оны. Егер де ол птица фабрикада жұмысшы болып жұмыс жасаса, работник птица фабрики, онда можно. Если он руководитель этой, өтпейді. Жоқ, өзіне өзі құйып атқан адам болса қатыса да? И то еще ол 8500-ден ғана құйып атыр ғой өзіне өзі, явно. Рахмет. Хорошо. Сұрақ болады ма, Маржан ханымна? Конечно. Мен қызым 25-те да өзінің вообще кредит алмаған өмірінде. Бірақ та андай жинақ қойған первоначалкасы бар. Пенсионкасы мен жүргізіп отырмын 4 ай болды. Айына 50 мыңнан сап отырмын пенсионка побольше. Мен ипмен. Первоначалкаға где-то 3 миллион наличкасы бар қолында, а мен где-то оған 600 мыңдай ма отбасы банкқа салып қойғам. Сонда қандай программамен алуға болады? Қараңыз, ең біріншіден, егер де оның кредит историясы таза болатын болса, но ИП-дан құйған пенсионный отчисленияны бізде екінші деңгейлі банктер қабылдамайды. Максимум Freedom қабылдауы мүмкін. Freedom банк арқылы семеркаға предодобрение түсіріп көрсеңіз болады. Но 4 ай болғандықтан ол қазір отказ береді, автоматически лақтырып жібереді 6 айлық пенсионкамен. Біз просто пробовали декретницаларға өткізіп көргенбіз. Бір вариант ретінде сол. Екінші вариант ретінде пенсионкамен енді отбасы банк деп, смотря қанша вознаграждение бар, соған влияет. Егер де вознаграждение аз ба? Жоқ, аз болса кетпейді. Наурыз болса, вознаграждение жақсы болады. Егер де бір туысқандарымның вознаграждениесін ала аламын деген возможность болса, тіпті жақсы болатын еді. Оны қалай алуға болады? Өздеріңіздің егер де туыстық қатынаста дәлелдей алатын болса, туыстарының вознаграждениесін объединение счетов деп біріктіріп алуға болады. Просто родственникке дәлелдеуіңіз керек. Мысалы, бөлеңіздікі болса, бөлеңіз тетяңызға, тетяңыз мамаңызға, мамаңыз сізге деген әңгіме ғой. Ондай адам болмайтын шығар. Ал менде де қалай алсам болады? Менде мысалы өткенде айтып едім ғой сізге, наличка тұр, бірақ та не істерімді білмей тұрмын деп. Қанша тұр наличка? Нақ басталмай тұрып үй аламын дегенсіз. 20 миллион. Ойбай, күштісіз ғой. Бірақ соны мен ойланбаппын, отбасы банкта жинамағам, отбасы банкқа азырақ сақ қойғам ғой. Ол жерде азырақ. Айнұра, өзіңізде табыс бар ма? ИП бар, иә, сізде? Иә, ИП бар. Несие тарихыңыз қалай?
жақсы несие тарихым, ешқандай не жоқ. Кредит аламыз, бірақ мен басында былай төлеймін да, аяғында досрочно жауып тастаймын. Ешқандай нем жоқ. Кредит нормально, жақсы история. Хорошо, отбасы банкке салмағанбыз. Так. Скоро Омай ашылады, Омаймен можете попробовать. Мен доходный часть. Менің бір ошибкам, мен өзіме пенсионка аз ақса отырғанмын ғой. Қызым өзіме аз сағам көрінсе, еще почему-то өз ипіңді көзіңе жүрмейді деп айтты маған өткенде. Сізге бейайдан алып көруге болады, без подтверждения дохода 30% первоначальный взнос қылып 20 миллионды көрсетіп, ну, примерно можно, в принципе. Нужно, да? Алматыда бейайдан қай жерден үйлерін қарауға болады, оны өзімді қараймыз, иә, негізі? Dream City Arena деп қарасаңыз болады. Егер де мысалы прям бейайдан үй алам дейтін болсаңыздар, онда бізде менеджер бар, көмектесіп жібереді сіздерге. Бейайдан үй алғысы келетін азаматтарға. Ол черновой вариант болады, иә, получается? Ну, олар черновой да бар, чистовой да бар, обставленный да бар, но бірақ та биылдыққа берілетін пәтерлер жоқ, барлығы келесі жылы беріледі. Келесі жылы 2027-те берілетін пәтерлер. 2026 или 2027? Дәл солай. 2026 ноябрь, декабрь и 2027 жылдың басы. Қызыма не істесек болады енді? 6 айға толтырайық па пенсионканы? Бірақ та бір не бар, ол зарплатасын Народный банкта үнемі зарплата түсіп тұр, қызында 2-3 жылдай, бірақ жұмысы шетелде істейді, шетелден түседі ақша зарплатаға. Можно попробовать. Тоже можно попробовать пару вариантов. Бейайды да көруге болады, немесе в скором времени откроется Омайды да көруге болады. Хорошо. Жұмыс барысында көруге болады, иә? Я, көреміз, көре аламыз. Так, все онда, давайте. Бізде сабағымыз, кстати, платформаға барлығыңыз доступ алдыңыздар ма? Мен алған жоқпын. Роза, наверное, сіз бүгін кіргеннен кейін әлі көрмей жатқан шығар. Аружан ханымға жазсаңыздар қазір. Сұрақ қоя қойыңызшы, ренжімесеңіз. Қазір мен түсіндіріп жіберейін, иә. Кім платформаға әлі доступ алған жоқ, жазсаңыздар, сіздерге Аружан ханым кері байланысқа шығады, барлығыңызды сіздерге платформаға қосады. Содан кейін Zoom, барлығыңызда бар Zoom-ға кіріп отырсыздар ғой. Бізде Zoom сабақтар, келесі Zoom сабақ среда таңертең сағат 10-да болады, иә. Именно сабаққа прям дайындалып кірсеңіздер деймін. Дальше. Сіздерге сразу анкета жіберіледі. Кері байланыста сіздермен Жандос Мырза, ассистентім менің, кураторлар үнемі толық кері байланыста отырады. Дальше. Чаттар бүгін бөліну қажет. Уже қазір бізде барлығын арасында береміз. Сол? 10-нан нешеге дейін болады сабақ? 12-ге дейін явно болады. 12-ге дейін прям ұстаңыз, графиктаңыз. Нұржамал ханым. Явно 2 сағаттан аз болмайды негіз біздің сабақ. Одан созылып кетпесе, но аз болған емес ешқашанда. Аптасына 2 рет бола ма онлайн сабақ? Дәл солай. 2 рет, иногда. Просто арасында 3-ші Zoom сабақты біз заранее айтамыз. Но 2 рет, тұрақты түрде 2 рет. 3-ші Zoom сабақты өзіміз қосып отырамыз, егерде қосып отырсақ. Мысалы, үлгермей жатсақ қосып жібереміз. Әрине. Мен өзіме үй алғым келіп жүрмін. Соны мен пока депрессияға мамам мен атымда ипі бардан, бірақ ол ипіні мен андай доход жоқ деп мөлесқа тапсырып жүрген шығар. Соны енді пенсионкасында құйып бастау керек па, доход растау үшін? Қараймыз, просто так пенсионға құйып бастаған кезде де бірінші біз білуіміз керек, қай программамен мен үй аламын дегенді білуіміз керек ше. Бас салып пенсионға құя беруге болмайды. Бас салып бір ақша құя беруге болмайды. Сізде бірінші определенность болу керек. Сіз қай программа қатысып жатсыз, не жасайсыз, қанша суммаңыз бар, қанша уақыт дайындалуыңыз қажет деген сізде ориентировочный план болу қажет. Ал 10 миллион қайда? Оны отбасы банкте жатыр. Вознаграждение 3 ай болды жатқанына жетпейді. Жетпейді. Олар айтты, негізі елімен аласыз, 6 ай жату керек деді, да? 20 миллионға алуға дайынсыз ба? Жоқ, мен 10 миллионға шынын айтсам, однокомнатный квартира алғым келіп отыр да, Астана мен Алматыда.
Жаным, 10 миллионды салатын кезде оны надо было раздробить вот так. И каждыйын акчалуу керек еді ғой, бәрібір алдайға салып отыр екенсіз. Тем более. Сіз андай өкіметтің беретін премиясын айтасыз ба? Конечно. 150 мыңнан беретін ба? Иә. 10 миллионға 2 миллион алуға болады ғой госпремия. Ол екі адамда, так, екі адамда ол. Екі адамға емес, оны көп адамға салу керек еді. Не істеймін, шығарып қайтадан бөліп саламыз. Жоқ, болды уже, болды. Жоқ, еще менде мынандай моменттарда, жайттым осы Алматыда мен 3 бөлмелі үй алғым келеді, 7 адам деп. И мына Сатпаева Брусиловскийда орналасқан советский дипломный квартираны сатып, сосын Б групптың бизнес-класс житасынан 3 бөлмелі үй алғым келеді да. Соның жолын білім үшін сізге ойлап жатырмын. Хорошо. Үйіңізді сатыңыз, сол аралықта сіздің кредитный историяңызды тексерейік, сабақ барысында тексересіз, мүмкіндіктеріңізді. Кредит алмасақ тоже банк кредит бермейді, естеріңізде болсын. Кредит алмаған адамға банк кредит бермейді. Он вам не может доверять. Сіз вообще кредит алмағансыз. Қалай ол сізге 90 миллионға бизнес-класстан не береді? Жоқ, енді жартысын құямын ғой, жартысын құямын. Бола берсін. Үйді сатсам жартысын. Бола берсін. Банк мүлдем кредит алмаған адамға тоже кредит бермейді. Солай. Оған дейін бір кредит алуына болмай ма да? Каспи болсын, не болсын, іштен алып сала беруіне бір айлық. Рет алып болсын, бүйтіп жасап көру керек, сізге береді, бермейтін. Өйткені мүлдем кредит алмаған адамға банк кредит бермейді. Ана Каспи рассрочка жатпайды ма оған? Каспи рассрочка жатады, Каспи рассрочка болса жатады. Жоқ, оны алып жүрміз ғой, оны уақытысында. Камила ханым, чуть успокоимся, сабақ басталған кезде кредитный нагрузканы тексеру деген сол кезде сіз қарайсыз өзіңізді. Что там у вас, какая там у вас история? Хорошо? Все, давайте онда. Баршаңызға сәттілік, жақсылап демалып алыңыздар, күш жинап алыңыздар. Бұйырса, среда күні таңерте сағат 10-да баршамызға кездескенше. Кім платформаға қосылған жоқ, жаза қойыңыздар. Аружан ханым, мені қосыңызшы деп жазсаңыздар, сіздерде чатта Аружан ханым бар. Хорошо? Все, сәттілік, сау болыңыздар. Қандай чатта айтып жатсыз? Группа. Менде группада жоқпын мен просто. Жаным, группада жоқ болсын, сізге ссылканы жекеге жіберді ме не? Иә, бір жігіт жіберді. Жаным. Аласың ба деген ғой маған. Иә, алам дедім, сонымен. Жарайды деді, бүкіл дырлатып берді, болды сонымен. Все, Роза, не переживайте, қазір мен айтам, ол жігітке жөнделеп. Все, давайте. Қаппын да жатын. Аха, рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.